кез келген адам білімді, бірақ сол білімді іске асырмаса, ол ілімнің босқа кеткені ғой. Ал білімді іске асыру үшін ол игілікті амалдар жасау керек. Игілікті амал жасау үшін ол мысалы жан жағыңа, адамдарға бір қызмет істеуің керек. Ілім білім деген 1000 сатыдан тұрады деп айтады да, 999-ы оның әдеп дейді. Ал кім айтады? Әдепсіз берілген тәрбие. Әл-Фарабидің айтқан сөзі бар, данышпан, иә. 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли дейді, біз білмейміз. Тәңірге ұқсап іс қылу деп нені айтады дейді. Өсек айтпауды өсекшіден үйрендім, өтірік айтпауды өтірікшіден үйрендім, жаңағы сатқындық жасамауды сатқындардан үйрендім дейді ғой. 4 дәруіш болып отырмыз. Әйел заты қандай жағдайда әулие баланы дүниеге келеді дейді. 1000 сұрақтың барлық сұрағы ол біреуге арналмаған, тек өзіңе ғана қаратасың. Еркек көктен түскен жоқ, ол әйелдің баласы. Әйел жерден шыққан жоқ, еркек оның анасы деп. Сонда ер адам мен әйел адам бір-біріне тығыз байланысты, бірінсіз бірі жоқ деген мағына ғой ол. Нағыз ер деп Алланың дидарына ғашық болған әйелді де, еркекті де айтамыз. Олар тозақтан қорқып құлшылық жасамайды. Қор қызынан дәметіп зекет бермейді. Ел жұртының табанының астына топырақ болып риясыз қызмет етеді. 1 жылдығын ойлаған ел бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді, мәңгілігін ойлаған ел ұрпағының жүрегіне ізгіліктің дәнін себеді. Даналық ойдан дән іздеп, рухани ізденісі кең, болмысы асыл, баршаңызға Алланың сәлемі мен игілігі болсын. Кезекті жақсымен өткен жарты сағат бағдарламасы, жақсымен өткен жарты сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деген аталы сөзді негізге алып, араға жыл салап, мынау 2026 жылдың наурызынан бастап бисмиллясын асыл аналарымыздан, осы халықтың арасындағы біз кәсіби журналист, кәсіби кітап авторлар емеспіз. Оқырман ретінде халықтың арасынан осы бір адам көрсе де рухани дәні бір адамның жүрегіне өтсе екен деп деген ақ жаулықты аналарымызды қонаққа шақырып отырмыз. Біздің үлкен қонағымыз Шекертай Рәш қызы, қош келіпсіз. Меруерт Нұрғали қызы және Гүлнұр Есберген қызы. Бүгінгі подкастымыз Құдай қаласа Алла тағаламыз жүректерге жеткізетін бір рухани нәрлі сұхбат болады деп ойлаймын. Жалпы подкаст деген барынша еркіндік, ешкім бұл жерде жүргізуші емес, барынша еркіндік, шынайылық, ойды тарату ғой. Қысылмай отырып, үйде қонақ күткенде қалай күтесіз, қонақ сол сияқты жіберіп. Бүгінгі біздің өзекті тақырыбымыздың негізгі тақырып болып отырған бұл отбасы хрестоматиясы жобасы ұсынған сансыз кітап бар. Соның ішінде негізге алып отырғанымыз 1000 сұрақ кітабы. 1000 сұрақтың сұрақтары өте ғажап, терең, жан жақты адамды рухани ізденіске, мынау сыртың бір бүтін биотәнің болып тұрғанмен ішіндегі ыдырап кеткен руханиятты біріктіруге бір рухани нәр. Соны жан жақты қазір Шекертай Рәш қызы, Меруерт Нұрғали қызы авторларға алғыс ретінде осы 1000 сұрақтың шығу тарихы жайлы баяндап берсеңіз сізге кезек. Негізі 21 ғасыр адамның бойында түсініксіз рухани дерт бар. Бұл дерт өзінің болмысынан адасу дерті. Енді жан жағынан әлеуметтік жағдай жасалса да, барлық проблемалар шешіп тұрса да, көңілінде, жүрегінде бір алаң бар. Оны психологиялық дерт сияқты адамдар сезінгенмен, негізі ол психологиялық дерт емес. Өзінің әуелгі бастан табиғаттан жаратылған болмысынан ажырау дерті. Көбісі осы психологиялық дерт деп дәрігерге қаралып жататын адамдар да бар. Енді адам негізі психологиялық жаратылыс емес, онтологиялық тіршілік иесі. Сол онтологиялысынан ажырап қалған кезде адамның бойы, өзінің ойы да күйзеліске ұшырай бастайды. Осы күйзеліс оны дертке шалдықтырады. Бұл негізі онтологиялық қабатты рухани құндылықтармен толтырып отыру керек. Бұл рухани адамның бойы рухани құндылыққа толған кезде өзінің табиғатынан жаратылған бар болмысын анық көрсетіле бастайды. Енді мұндай мәнді құндылықтарды күңгірттенген санаға мәңгі
құндылықтар күңгірттенген санаға сәуле шашады. Онтологиялық қабаттағы рухани болмыстың дүр сілкініп психологиялық қабатқа жарып шығады. Сол уақыттарда көңілдегі алаң жоғалады. Енді осы қолымыздағы мың сұрақ кітабы сол мақсатта жазылған. Бұл шығарма бабаларымыздың сан ғасырлық сүзгісінен өтіп рухани жауһарлар қатарынан ойып тұрып орын алған кітап. Бұны енді большевиктер кезінде осы 1918-1924 жылдары біздің құнды кітаптарымызды өртеп жіберді. Сондықтан біздің мына қазақтың қазіргі көп ұрпақтары осы кітаптарды оқымағының кесірінен өздерінің құндылықтарын жоғалта бастады. Енді қазіргі тәуелсіздік алғаннан кейін бұл кітаптарды әртүрлі жазушылар көптеп шығара бастады. Мың сұрақтарын қойылған кітаптарды. Енді мына отбасы хрестоматиясы осы кітаптарды толықтырып, мынау қазіргі тілге, қазіргі мына ұрпақтарға ұғатындай етіп, жақсылап толықтырып жазып шықты. Енді бұл мың сұрақты оқып жатып, көптеген мына өзіміз білмейтін қалай өмір сүру керек екенін, мына адасып кеткен жолымызды қалай дұрыстап жөн көрсететін сұрақтардың жауабын ала білдік осы мың сұрақ арқылы. Енді мың сұрақты біз оқып жатқанымызға бір жылдың көлемі болып қалды. 5 тобымыз бар, өзіміздің кітап талдайтын әртүрлі жастағы адамдар, әр салада жұмыс істейтін адамдар осы жерде жиналып бұл кітапты талдаймыз. Қазақстан бойынша бірінші сұрақтан бастап талдаймыз. Былтыр сәуір айында басталғанын, бірінші, екінші топ сәуір айында басталдық. Ол жерде 30 адам отыр, 30 адамнан бөліп отырамыз. Сол уақыттарда әр сұрақты талдаған кезде адамның кеудесіне құндылықтың дәні себіледі екен. Әр адам өзінің мінезін қалыптастыра бастайды, дұрыс бағытқа өзін жөнін таба алады екен. Соны білдік. Енді осы мың сұрақ сәуір айында толық бірінші, екінші топта толық бітеміз. Бір жыл уақыт кетеді екен. Қалған 3 топты әртүрлі жолға келдік. Бір мына мұқабасының өзі тартымды ғой. Жап-жасыл әдемі мұқабасының өзі тартымды. Яғни осы бір кітапты толық талдап шығуға 1 жыл уақыт кетеді екен, иә? Енді мысалға, солай. Әуелде бірінші топ ашқан кезде 15 сұрақты бірінші береміз топқа. 5 күн бойы сол топ 15 сұрақты жаттайды, ізденеді. Сол бойынша біз 6-шы күні қайтадан жаңағы видео қоңыраумен шығып талдаймыз, әр сұрақты талдап шығарамыз. Өз жерде енді медресе оқыған кісілер де бар, мұғалімдер де бар, ұстаздар да бар, әр салада профессорлар да бар, кәсіпкерлер де бар, дәрігерлер де бар. Бәріміз талдаған кезде жан жақты әр салада жұмыс істейтін адамдар талдаған кезде өте тамаша екен ғой. Бір-бірімізді толықтырып отырады екенбіз. Жаңағы енді өте керемет бұл кітаптың енді керемет. Бұл кітап жалпы өзіңіздің, Меруерт апай, қолыңызға қашан тиді? Бұл кітап 2018 жылы тиді, ең алғашқы рет. Сонда мен бұл кітапты оқып бір зыр етіп шықтым да, өте тамаша кітап, қоя салғам. Содан былтыр наурыз уақытында біз өзіміз алқа мәдени клубымыз бар, кітап талдайтын. Сол жерде біз наурыз тойын тойлаған кезде кітапты сұрақ қояды бізден. Сол кезде бәріміз жауап бере алмай қаламыз. Сол жерде автор отырады бұл кітаптың, Санжар Керімбай. Ұялып қалдық. Ұялғаннан ана жерде өте қатты қысылдық. Содан қалай бастаймыз, бәріміз айттық, мың сұрақты мынау жай бір оқып салатын кітап емес екен. Бұны жеке талдап, жылдап отырып, кәдімгі уақытыңды құртып отыратын кітап екен. Әйтпесе бұл талданбаса біз дұрыс бағыт алмайтын едік деп ойладық та, содан аяқ астынан осылай тобымыз ашылып кетті. Сонымен жалғап келе жатыр. Қатты ұнап жатыр. Енді топқа қосылам деген адамдар көп. Енді 5 күн бойы кітап талдаймыз, 2 күннен демалыс көп. Енді әр топта 30 адамнан жиналғанда. Үлкен сауапты іс қой. Білімді алыңдар, білімді үйреніңдер және үйретіңдер. Садақаның ең абзалы білім тарату дейді. Үлкен сауапты іске жаратушы өзі сізді жетелеп жүр екен. Құдай риза болсын. Енді Шекер апай, Раш қызы, Шекер апай деп айта берейікші өзіміздің Шекер апайымызды. Қатты ресмиленбей. Шекер апайымыз, осы сіз мың сұрақпен қашан
таныстыңыз жеке бетпе бет келіп шіркін-ай деп? мынау мың сұрақ деген менің қолымдағы мың сұрақ 2019 жыл баспадан шығыпты. Менің қолыма бұл 2020 ма 2021 ма сол жылдары түсті. Енді отбасы хрестоматиясының көп кітаптарын білемін. Сол кітаптардың ішінде ерекше мың сұрақ маған ұнады. Ол несімен ұнады? Мың сұрақтың маған ұнаған себебі бұл жерде басқа баспалардың басқа кітаптарды оқып жүрген кезде ол нақты сұрақ пен нақты жауап бар кітаптар өте аз. Ал енді мың сұрақта бұл екі адамның біреуінің сұрағы, мысалы Маликаның сұрағы, ал Әбілда данышпанның оған берген жауабы. Сұрақ пен жауап нақты түрде келіп отырады. Ал енді мына мың сұрақ деген кітаптың өзіне келетін болсақ, бұл мың сұрақта жаңағы мынау дін туралы да бар, Құранның құндылығы туралы да бар, пайғамбарлар туралы, періштелер туралы, онымен қатар мынау адам болмысы туралы, тәлім тәрбие, салт дәстүр, сонымен қатар бұл жерде маған таң қалдырған математика, арифметика да бар, ұлттық мынау жарыс, бәйге, ол туралы да бар. Содан кейін тәрбиелік мәні өте жоғары сондай кітап деп өзім отбасы оқи бастадым. Сонымен қатар жаңағы осы кітап талдауға мен де қатысам деп өзім сұранып осы мың сұрақты талдауға қатыса бастадым. Мың сұрақты мынау кітапты оқыған сайын кейде мына бәрін жаттап алу немесе бәрін ұғып қалу, ойда сақтау өте қиындау екен. Себебі оны оқыған сайын басқа жаңа қырынан ашыла бастайды. Талдаған сайын басқа қырынан көруге болады, басқа ой салады. Сондықтан кітап оқыған негізінде тем более ең алдымен мың сұрақты оқыған өте бір ерекше адам ғибрат алады. Әрине сіздің жеке басыңызға байланысты сұрақ, дегенмен сіз қазір зейнеттесіз, зейнеткерсіз. Міне зейнеткер, мына жерде ғалымдар да отыр, кәсіпкерлер де мың сұрақ чатына кәдімгі қосылып, талдап, бірлесіп талқылап, бұл жерде мына сөз еріксіз ойға келеді екен. Өсиеті жоқ қариялар бар елде қасиеті жоқ ұрпақ өседі дейді. Біз ақ жаулықты аналарымызды сағындық қой. Соның ізі сіздер деп мені қонақ болып, Аллаға шүкір. Енді Гүлнұр ханым, өзімнің замандасым, сіз жалпы мың сұрақты отбасында, бала шаға, дастархан басында қалай талдап талқылайсыздар? Ол нағыз күшті сұрақ, өйткені расында да қазір байқаймыз ғой, көп мен өзім қатарластарымда да байқаймын. Мен бір қызығы, мен өзім тіл маманы болғанымен, мен араласатын ортам әрқилы. Менде әр ұлттың адамдары бар, әр саланың адамдары бар. Өзім жұмысыма байланысты мен орыс тілді ортада көп жүрем. Сондықтан мен қонаққа барғанда да достарым араласатын ортада көрген кезде отбасында қалай араласады, не тақырып айтылады көбіне дастархан басында деген қарасаң, көп жағдайда шынында да сабағын оқыдың ба, тамағын іштің ба деген бір-екі неден тыйылып қаламыз, немесе бір болмайтын бір дүниелерді талқылап отыратын сияқты көрінеді. Мың сұраққа дейін мен мысалға үйде қызым бар, мысалы үйде нені айтамыз, мен өзім білетін дүниелерімді айтатын. Мың сұрақ қолыма тигеннен кейін бұл қызық екен да, өзім ары қарай терең білім жетсін жетпесін, бірақ сұрақтарды ең басындағы бірінші күндегі сұрақтар ғой, қайдан келесің, әлімсақтан деген, сол сұрақтарды айтып жауап беріп көрейікші деген сияқты қызық дүние ретінде көрдік. Оны бала да түсініп жатқан жоқ, әлімсақ деген не екенін, оны мен әлім жеткенше ғана түсіндіріп бере аламын. Ары қарай терең бата алмасам да көрейікші деген сияқты бір ойын ретінде бастайсың. Қызық нәрсе екен да, шынында да қызық нәрсе екен. Айта отырған кезде мынау не деген ары қарай сұрақ күрделене бастаған кезде, енді мен бұл кітаптың өзі жай қазақша жазылған ғой. Иә. Ешқандай андай бір қиын дүниелер жоқ та, соның өзінде мен өзім түсінгенімше балаға айтам. Мынау деген сөз, мынау деген сөз. Демек жамандық жасауға болмайды деген сөз, мынау былай деген сөз. Қарапайым ғана нәрсемен түсіндіре саласың да. Бұл кітап отбасында, тек қана отбасында емес, бұл жұмыста да егер сені түсіне алатын адам болса, мен енді орыс тілді ортада көп жүретін болғанда, бұны мен жұмыста көп талдай алмаймын. Мен қазақша сөйлей алатын, осыған қызығатын адамдар болса, тақырыпта сенімен сөйлесуге бір жақсы тақырып. Маған ұнайтыны мың сұрақтың бұл бір алып баратқан үлкен бұл 700 беттік кітапта емес, иә, қарап жүрсең. Біз енді Шекер апай айтқандай, біз бастапқысын шығардық, сіздердікі сәл шағындау тұрды. Бұл өзімен алып жүріп оқыған кезде де ең ұнайтыны маған бұл жас талғамайтын кітап.
менің түсінгенім. иә. Өйткені мен 6 жасар қызыммен де талқылаймын бұны. Қазір 14-те жасөспірім қызбен де талқылай беремін оны қазір. Мысалға өскен кезде ересек, мысалы апайлармен, Меруерт апайдың тобында барып, айтқан чатында барып, ересек адамдармен мамандық талғамайды бұл. Екіншіден, сен кімсің, ғалымсың ба, сен инженерсің ба, құрылысшысың ба, кімсің Үйде сен? декреттегі анасың ба, Кімсің сен? Иә, бәрібір, бәріне ортақ тақырып та бұл. Маған қызық емес дейтін, адамның әрине жүрегі бұрып тұрса, бұл мамандықта, жаста талғамайтын кітап, сол жермен бір универсал кітап деп айтса болады. Осы жерде Санжар ағамыздың жаңағы бальзам, жүрекке бальзам дейтін бір әдемі сөзі бар. Жүрекке бальзам болатын кітап, енді шыны керек, мың сұрақ. Кез келген сізге қояйын деп едім, мына мың сұрақ кітабын дейді, осы мың сұрақ кітабын баяғыда 12 пәнді оқытпай тұрып, үлкен жаңағы әулиелік мектеп Көкілташ медресесіне, Мир Араб сияқты медреселерде біздің мәшһүр жүсіп аталарымыз оқып шықты ғой қаншама, Бұхар-Жырау бабаларымыздан бастап. Мысалы, сол үлкен медреселерге дейінгі кәдімгі жадта болған дейді сол кездегі бабаларымыз. Жадта болған дейді. Одан кейін Санжар ағамыздың бір несі, әңгімесі есімде қалып қойып еді. Баланың 14 жасқа дейін қиялы енді қабылдайды. Одан кейін бәріне рационалды көзқараспен қарап кетеді, дәлел сұрап кетеді деп. Мынау жаңа жас талғамайды дегенге әдемі тұздық болып тұрды. Бала жастан санасына, жүрегіне дән болып бітсе, ертең біздің Құдай нәсіп етсе, мәшһүр Абай атамыздың ізін басатын өскелең шығады деп үміттенеміз. Ары қарай кітапты өзіңіз сұрақтарынан талдап, ашып, мына жері, мына сұрақтар деп бастап оқырманмен сұрақтарға кетейік, енді ішіне кірейік. Эмоциямызды бөлістік. Шамшелеп шамамыз келгенше. Енді сұрақтар көп бұл жерде. Ең басты жаңа сұрақтарды талдап өтейін. Бұл жерде енді теолог маман, діни мамандар бұл жерде жоқ. Өзімізге түсінікті ретінде, оқырман ретінде жаңағы сұрақтарды тауып беремін. Ең бірінші сұрақ, жүректің азығы не дейді? Иә. 184-ші бетте үйде мың сұрақ болса ашып, бізбен бірге жүректің азығы не? Ары қарай жауап беріп, әдемілеп ашып берсеңіздер. Енді оның азығы ілім дейді. Ал ілімді жүрекке жеткеретін не нәрсе дейді? Игілікті амалдар дейді. Қандай күшті, Қандай керемет, Тек сылдыр су болып қалмау керек, амалға асыру керек деп тұр ғой. Иә. Сөзбен ғана емес, іспен көрсету керек, дәлелдей білу керек адам. Сосын енді былай дейді, бұл дүниенің хикметі не дейді? Сонда келесі сұрақта, мысалға, бұл дүниенің хикметі не? Адамзат үнемі сапарда, енді біз осы өмірде біз сапарда жүрген адамдарымыз ғой, бәріміз бір жолаушымыз, бір бағытқа кетіп бара жатырық. Енді сол сапарымыз дұрыс бағыт алған кезде адасып кетпей, сонда бір дұрыс неге адаспаймыз, дұрыс жолға түсеміз деген сөз. Енді бұл дүние сапар кезінде керуен тоқтайтын уақытша сарай. Себебі кірпіштан жүректің көлігі, ендеше жүрек те сапарда жүр. Жол жүру үшін қуат керек. Біз игі амалдармен жүрекке нәр береміз. Міне, игі амалдармен жүрекке нәр береміз. Көрдіңіз ба? Соның қуатымен жүрек өзінің илахи сапарын жалғастырады. Апай, керемет, илахи сапарын жалғастырады. Көрдіңіз, ана жүрегімізге жаңағы іліммен ғана нәр береді екенбіз. Сол іліммен не қылмай илахи сапар жалғастыратын біз болмыспыз ғой енді кетіп бара жатқан. Сондай, енді бұл сапарда неден қорғауға міндеттіміз? Неден қорғаймыз, мысалға? Тәнімізді жүректің көлігі болғандықтан оны күтіп ұстауымыз керек дейді. Тәніміз жүректің көлігі дейді. Денеге зиянды нәрсені дарытпауға тиіспіз дейді. Ол мына жерде денеге зиянды нәрсе деген кезде ол тікелей мағынасында да, мысалға арақ, шарап деген сияқты нәрселер, және ол зиянды құлақтан кіретін әңгіме, зиянды көрініс біз көретін, зиянды иістер, соның барлығы да зиян ғой. Арақ, шараптан бөлек зиянды әңгіменің өзі, мысалы миды улап жатырмыз, күнделікті мысалға әлеуметтік желіден қажет па қажет емес па ақпараттарды көп қараймыз, соның бәрі біз улап жатырмыз керек емес нәрселерге. Мына жерде жаңағы алдыңғы сұрақта да күшті, біз игі амалдармен жүрекке нәр береміз деген. Шынында да кішкентай бала болсын, ересек адам болсын, андай бір жақсы амал істесең, қарапайым бір адамды жолдан өткізе сал, біреуге көмектесе сал, кәдімгідей ішінде бір шаттық болады ғой. Жақсы нәрсе істедім деген нәрсе. Бір мақтаныш емес, ол бүгінгі күнім, бүгін өмір сүрген күнім бекер кеткен жоқ.
біреуге болса да тырнақтың ұшындай болса пайдам тиді ғой деген бір іштей бір нәрсе болады да, игі нәрсе. Шынында да жүрегің бір рахаттанатын сияқты, болмайтын нәрсе істесең де, жай ғана нәрсе істесең де. Енді бұл жерде тағы да айта кететін жағдай, бүкіл адамдар кез келген адамның білімі болуы мүмкін, білім алады, кез келген адам білімді, бірақ сол білімді іске асырмаса, ол ілімнің босқа кеткені ғой. Білімді іске асыру керек. Ал білімді іске асыру үшін ол игілікті амалдар жасау керек. Игілікті амал жасау үшін ол мысалы жан жағыңа, адамдарға бір қызмет істеуің керек, пайдаң келу керек. Ал енді жаңағы біз мынау өмірдің өзін екіге бөлеміз ғой, жалған өмір деп. Жалған өмір, бақи фәни өмір деп бөлеміз, Біз қазір осы жалған өмірде өмір сүріп жатырмыз. Біз бұрын қараңғыдан жарыққа кетті, жарықтан қараңғыға барамыз деп айтады ғой қазақтар. Ол қараңғы деп отырғаны ананың жатырда, біз сол жарық дүниеге келдік. Осы жалған дүниеге келдік. Жалған дүние деген, неге жалған дүние деп айтады қазақтар? Бұл уақытты сапар, жолаушы. Біз осы өмірге келген жолаушымыз. Себебі жолаушы өзінің жолын бітірген кезде бір жерге тоқтайды, кетеді. Міне сол сапарымыз біздің бір уақытта әйтеуір тоқтайды. Сол осы жалған өмірде, осы жүрген сапарымызда айналамызға, халыққа қызмет етіп, халыққа пайдамызды келтіріп, өзіміздің білген білімімізді іске асыруымыз керек қой. Сондай мағынада мен ұғып отырмын бұл жерде. Енді ана жерде жаңа жүректі таза ұста, жүрекке қызмет істе деген сияқты. Ал жүрек біздің тәніміздің ішінде болғаннан кейін, жүректі қорғау үшін біздің тәніміз де дұрыс бағытта болу керек, дұрыс болу керек, таза болу керек деген мағынада ғой. Ізгі амалмен ізгі амалдармен. Енді ілім білім неше сатыдан тұрады дейді. Ілім білім неше сатыдан тұрады. Енді бұл жерде керемет екен. Ілім білім деген 1000 сатыдан тұрады деп айтады да. 999-ы оның әдеп дейді. Ал кім айтады? Әдепсіз берілген тәрбие. Әл-Фарабидің айтқан сөзі бар, данышпан, ол әдет. Сонда бірінші білімнің өзі әдеппен берілу керек екен. Ал бір ғана жаңағы қадамы, бір ғана сатысы ол білім болып отыр ғой сонда. Бұл жерде де адамға берілген бірінші тәрбие, әдеп деген ол адамның сана сезімі, жауапкершілігі, тәрбиесі ғой. Сол емес па? Осы жерде мен мынаны айтқым келіп тұр, кәдімгі осы сұрақ қатты ұнады да маған, ілім білім неше сатыдан тұрады. Кәдімгі қазіргі өмірмен байланыстырсақ та, мысалға біз қазір айтып жатады ғой, мен енді айтып отқанда неше түрлі ортада болғандықтан, жұмысымда болғандықтан, қазіргі жұмыста айтылады ғой, hard skills, soft skills деп, мысалы адамдардың бойындағы қай қасиеттер бағаланады, қызметке алған кезде, мысалы жұмысқа алған кезде деген сияқты, оның аналитикалық несі, ойлауы, шешім қабылдай алуы, тағы деп сондай нәрселер айтамыз, жаңа біз резюмеңе жазғанда, түйіндемеге жазған кезде. Ал бірақ негізінде соның бәрін жиып терген кезде, әдеп деген кезде, 10 жерден сен керемет білімді бол, 10 жерден сенің жаңағы ілім білім тасып тұрса да, бірақ бойыңда адамгершілік, әдеп қасиеттер, жаңағы soft skills деп, hard skills деп бөлген кезде, адамгершілік қасиеттерің азырақ болса, екі маманды қатар келген кезде, жұмысқа қабылдауға, мысалға біз екеуміз бірге келіп тұрмыз, бір қызметке бірге келіп тұрмыз, екеуміздің ілім біліміміз бірдей, екеумізді керемет маманбыз. Бірақ сіздің әдептілігіңіз, тәрбиелігіңіз, адамгершілігіңіз молырақ та, мен сәл тәкаппарлауым, мысалы, біліммін деген сияқты. Сондайға келген кезде адам, мысалға, көп қызметкер, дұрыс қызметке алатын адам, мысалға, әдебі бар адамды қызметке алады. Ілім білімі тасып тұрса да әдебі бар адам. Әдеппен ортаға сиясың деген сөз бар ғой. Өйткені ортаға әдеппен, мінезбен сиясың. Және жаңа айтқандай, мен құрбыларым да бар, шетелде тұратын, тұрмысқа шығып кеткендері бар. Сонда да мысалы ақштағылар айтады, былай қарасақ, бізбен менталитеті бір, мысалға, діні, ділі онша келісе қоймайтын халық қой, былай қарасақ, ақшта тұратындар. Сонда да айтады, қызметте дейді, сен керемет білімді адам отырсын, бірақ тәкаппарлау немесе әдебі онша емес, және қасында орташа білімді, бірақ бәрімен тіл табысатын болады ғой, ортада жүретін. Сондай қызметкер жүрген кезде ана қызметкерді жұмыстан шығармауға тырысады дейді.
ақшта. Өйткені ол барлығымен тіл табыса алады. Оның жүрегі жылы, ол әдепті дейді да. Ол жұмысты орташа негізі білім несі бойынша. Ал оның қасында үлкен бір маман бар дейді, керемет дейді. Бірақ оның жаңағыдай үнемі жағымсыз нәрселер айтады. Мынау болмай қалды, проблемасы, үнемі әйтеуір бір проблемасы таусылмайды. Сол адамнан тезірек құтылуға тырысады дейді. Бұл Өйткені жердегі сөзіңізге түйін, жүрегі жылы адамның қасында қыс болмайды. иә. Қыс болмайды. Сонда біздің мысалға бұрын ата бабамыздың айтып жатқан нәрсесінің өзі, былай қарасаң, қазіргі ақшта қолданылып жатқан методика дейміз, әдістеменің өзі мына 1000 сұрақта тұр ғой, мына жерде. Әдеп бірінші орында тұрады. Қалай болғанда да әдеп бірінші орында тұрады. Осы жерде тағы ары қарай жалғап кетуге болады. Иә. Мысалы, жүректің дүниедегі ең үлкен бақытсыздық не деген кезде жүректің өлуі дейді. Жүректің өлуі деген не дейді? Жүректің өлуі деген Иә, жүректің дүние рахаты мен қызығына толық байлануы. Жүрек байланбау керек та, мына дүниенің қызығына да рахатына да байланбау. Дүние дегеніміз не? Дүние деген осы мынау құндылыққа емес, осы өмірде өзіңе жаңағы қажет емес заттарға қызығы, байлыққа, осы иә, сол ғой жаңағы әртүрлі бір-бірімен жарысу, қазір керек емес затпен, көлікпен де қымбат үй салып, өзі тұрмаса да 3 этажды үй салып алатын адамдар да бар ғой қазір. Мысалы, сол сияқты бір жарыс па, сондай болып жатыр да, сол уақытта адамның жүрегі өледі екен. Адам мен Ибрахим тас пен құмнан жаралған қағбаға қаншама тәуап жасаймыз дейді. Яссауи бабамыздың әңгімесі ғой, иә? Ал адам бойындағы ең үлкен қағба бар. Соны күніге таңертең сахар тұрып, соны бірінші судағы шайтанға тас ұр деп айтады ғой. Жүрегіңді таза ұста, жүрегіңдегі шайтанға тас ұр дегендей, жаңағы шайтан кірмейтіндей. Жалпы тағы да бір Меруерт апай, сізге арнайы сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы адам баласы кітапқа, ілім, білім, ғылым ізденуге деген ынтықтық, ғашықтық, ішік дейді ғой, ғашықтық неден пайда болады? Ол кітап оқу нәпсіге ауыр ғой, енді бұл эгоңа ауыр ғой негізі. Иә. Қайдан пайда болады? Адам не үшін кітап оқысы келеді, не үшін ғылыммен игергісі келеді? Адам тәңірді қалай таниды деген кезде, адам өзін таныған кезде ғана тәңірін таниды дейді. Сол уақыттарда мына адамның өзің мен қайдан келдім, нетсем пайдам, өлгеннен соң не болам деген 3 сұрақ. Жаңағы Шәкәрімнің 3 сұрағы бар ғой. Осыны ең адамның бір бағыты ғой. Осы сұрақты алған кезде ғана бағыт ала бастайды. Содан енді қайдан келдім дейді. Соны іздену керек адам. Қайдан келдің? Мына өмірге келдің, тіршілік етіп жатсың, сапарда жүрсің. Нетсем пайдам тиеді. Осы халыққа, елге деген. Сондай мақсат болу керек адамда. Сосын өлген соң ана өмірге барған кезде ізгілік амал, артында ізгілік амал қалды ма? Соны ойланып, сол бойынша өмір сүру керек та. Осы 3 сұрақпен, осы сұраққа жауап тапқан кезде ғана адам дұрыс бағыт алады деп ойлаймын. Енді мына жерде айтады да, жаңағы жүрек пен қайрат, жүректе дейді, қайрат пен қалау бар дейді. Екеуі де бір арыстан сияқты арпалысады да. Сен жаңағы не қалап тұрсың, оның бәрін қалауыңды таңдауың тұр да. Жаңа нәпсінің жетегіне ермей өзінің таңдауын жасайсың. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін. Сонда дейді, ол екеуі енді асау болады дейді да. Кейде жүрекке бағынбай, ол екеуі де жүрекке бағынбайды екен, кейде дейді. Олар жүрекке үстем келіп, дегендерін жасатса, ет жүрек ақыры жеңіледі дейді. Үстем етсе екеуі дейді. Сол кезде сапар қилады, асыл мұратынан көз жазады екен. Көрдіңіз ба? Керемет осы кезде. Көрдіңіз ба? Сондықтан адамның қалауым осы екен деп бәрін өзінің бойына сіңіріп, осы дұрыс екен деп жүре беруге болмайды. Алаңсыз. Түсінікті. Мынау күллі түркі әлемінің пірі, ұстаздардың ұстазы болған Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне барған кезде өзін таныған Құдайын таниды деген әдемілеп жазып қояды. Соны өзіңді іздеп, өзіңді тануға, Құдайыңды тануға деген талпыныс түптің түбінде мына жерде ілім ғылымға, кітапқа, ғаламның кітабын оқуға ғашықтықты тудырады екен. Жалпы сізге Шекер апай, мен бір қызық айтайын, әңгіме болсын деп, осы Астанада суық қой енді. Әзірет Сұлтан бабамыздың мешіттің қасында тұрамын. Қатты ызғырық суық болып тұр. Содан бір күні Гүлнұр ханым,
әулие іздедім ше, алла тағаланың бір әулие құлдары бар ма екен деп. Астанада бір әулие құл көргім келді. Кенет көз алдыма Шекер апай келді да, бірақ күн борап тұрған. Бұл шынымен бұл болған жағдайда айтайын, алла тағаламыз 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли дейді. Біз білмейміз. Айтайын дегенім, әр адамды Қыдыр біл дейді ғой. Содан жаңағы Әзірет Сұлтан бабамыздың мешітіне барсам, көзі жылт етіп Шекер апам тұр. Содан білмеймін, мен үшін Қыдырсыз, Қыдырдайсызды аялаймын деп, содан бастап Аллах тағаламыз бізді, Құдай жаратушымыз біз ойлағаннан да ізгілерден етке апа. Сол себепті сізді бүгін арнайы құрметтеп, қадірлеп шақырып отырып қой. Сізге қоятын сұрағым, адам баласы бүкіл заттың тұрағын таба алады дейді. Затын да, сипатын да айырады, бірақ жалғыз нәрсенің тұрағын, затын, сипатын тани алмайды. Ол не нәрсе дейді? Ол адам баласы әрбір заттың сипатын, затын, тұрағын, мекенін табалады деген, ол кез келген заттың өзінің мекені болады. Мысалы, кез келген заттың өзінің үйдің де тұрағы бар, жансыз заттың да, жансыз заттардың да тұрағы бар. Ал енді сипаты мен тұрағы жоқ, мекені жоқ, ол тек қана Алла тағала екен. Себебі Алланы сен қай жерде деп ойласаң, сол жерде Алла сені көріп тұр. Енді осы Алланың осындай сипаты адамның өзінен де көрінеді да. Алла көруші, білуші, естуші дейді ғой. Ал адам да көреді, естиді, біледі. Міне соның өзінде Алланың мынау мекенсіз, Алла ешкімнен тумайды, туылмайды, және ада деп айтатын осы Құранда Ықылас сүресінде бар ғой. Ықылас сүресінде бар. Онда Алладан басқа тәңір жоқ, Алла тумайды, туылмайды, бауыры да жоқ, Алла ештеңкеге мұқтаж емес дегенді айтады. Сонда Алланың мекені, тұрағы, бұл адам өзін таныса, өзінің жүрегінде деп ойлаймын. Егер сен қай жерде деп ойласаң, Алла сол жерде. Қай жерде мені көріп тұр десең, сен сол жерде Алла көріп тұр деп ойлаймын. Сондықтан барлық жанды, жансыз осы ғаламдағы заттардың барлығының мекенін, тұрағын білгенмен, біз Алланың тұрағын, мекенін біле алмаймыз. Себебі ол шексіз, қайда екен белгісіз. Егер де сен мені көріп тұр, менің жүрегімде десең, иә, сенің жүрегіңде. Ал ілімнің ең үлкені не, апа? Ілімнің ең үлкені. Ілімнің ең үлкені не? Сұрақты бір жүрген ба? Ілімнің ең үлкені не? Ілімнің ең үлкені сабыр. Ілімнің ең үлкені сабыр. Себебі бұл сол ілімді игеру үшін адамға сабыр керек екен. Бұл жерде мына 1000 сұрақта Хызыр пайғамбар мен Мұса пайғамбар екеуі кездеседі. Соның қисасы бар. Мұса пайғамбар, мен барлық осы ғаламдағы бүкіл ілімді білетін шығармын деп өзі масаттанып сөйтіп ойлайды. Сол кезде Алла тағаладан әуез келеді ғой. Сен білімді болсаң, осындай тағы да бір пайғамбармен кездес деп. Сонда ол Хызыр пайғамбармен екеуі кездеседі. Хызыр пайғамбармен екеуі кездескен кезде бір шымшық келіп, екеуінің ортасына бір тамшы суды тамызып кетеді ғой. Сонда Хызыр пайғамбар айтады, сенің білімің тамшыдай ғана екен дейді. Ал сол кезде Мұса пайғамбар Хызыр пайғамбарға айтады, ал енді сіздің мұхиттай терең шексіз біліміңізді көрсетіңіз дейді. Сол кезде Хызыр пайғамбар Мұса пайғамбарға шарт қояды ғой, мен адам ойына келмейтін іс-әрекеттер жасаймын, бірақ сен соған сұрақ қоймай, соған тыңдап, соны сұрақ қоймай мемелесесің деп. И жаңағы Мұса пайғамбар ол барлық жерде сұрақ қойып, Хызыр пайғамбардың шартын бұза береді. Сол кездегі ең кететін кезде, қоштасатын кезде Хызыр пайғамбардың Мұсаға айтқаны, сен ілімнің ең керегі, бұл кезде ілімді алатын болсаң, адамға сабыр керек екен дейді. Сонда ілімнің несі? Ең бастысы ілімді игеру үшін адамға сабыр керек екен. Ал біз қазақтар айтамыз ғой, кез келген нәрсеге сабыр керек деп. Ол сабыр деген сөздің өзінің мағынасын біліп айту керек екен да. Сабыр керек жер бар, сабыр керек емес жер бар деп те ойлаймын мен негізінде. Дұрыс айтасыз. Сіздер не айтасыздар? Өте тамаша. Меруерт апай, әрі қарай жалғастырып кетсеңіз. Мен мысалы есімнен шықпастай болып денем прямо
есімде қалып қойды, ілімнің ең үлкен не дегенде сабыр. Ілімнің ең үлкені сабыр. Ілімнің ең Ол үлкені ілімді игеру үшін адамға Иә. сабырлық керек қой. иә Адамға сабырлық керек үйрену үшін. Сен жарты жолдан ілімді игере алмай, жарты жолдан сабырсыз болып тастап кетуі мүмкін. Сондықтан бүкіл ілімді өзің жүрегіңе тию үшін, үйрену үшін ол саған бір сабырлық керек. Иә. Жаңа Нұргүл айтқандай ғой, ілім үйренуде кітап оқудың өзі кәдімгідей кейде өзіңді Уақыт кетеді. зорлап отырып оқытасың, Уақыт кетеді, оқисың ғой. жауапкершілік, Иә, уақыт. ұйқың келеді, тағы бірдеңе басқа бір нәрсеге алаңдап кетесің. Жоқ, отыр оқу керек деп өзін кейде зорлайтын кездер де болады. Шындығы ғой ол. Гүлнұрхан, замандаспыз ғой енді екеуміз. Тәуелсіздіктің ол жақ бұл жақтарында туған. Кейде өзіме осыны бітірсең 20 мың теңге беремін деп өзіме шарт қоямын ғой. Кейде Өзіне мынау эго деген не деді ғой, Иә, мынандай иә, иә. сыйлық әперемін деген сияқты. Кейде өйткені қалың кітаптарды бітіруге шаршап бір андай жаңағы қылтың-мылтың трецті көріп қалуың мүмкін, тиктокты кетіп қалуың мүмкін. Сол. Кезде соңына дейін бітіруге сабыр керек болып тұр ғой, сабыр. Мен телефонды басқа бөлмеге тастап кетемін. Әйтпесе алаңдап кету ықтималдығы жоғары. Меруерт апайымыз тағы да кітаптан бір әдемі. иә мысалы мына жерде керемет сұрақ бар. Тәңірге ұқсап іс қылу деп нені айтады дейді да. Тәңірге ұқсап іс қылу деп нені айтады? Керемет. 196. 196 бетті ашыңыздаршы. Керемет сұрақ осы. деп нені айтады дейді. Сонда адам қандай болу керек екенін керемет жазылады да. Гүлнұр. Мына жер Жаңа оқып. өзін танып, Құдайын таниды деп бабаларымыздан қалған сөзді. Енді Тәңіріне ұқсап іс қылу дегенді. Иә. Бір нұсқау беріп тұр ғой. ары қарай. Иә. Соны айтамын. Күшті екен, мынаны оқып жіберу керек ау деймін. Оқып жүрікші әдемі деп. Ұлық Алла көзге көрінбейтін зәрреден бастап бүкіл жұлдызды шыр айналдырып басқарып отыр. Күллі тіршілік иесіне ризық жеткеріп отыр. Бірақ сонда да Тәңір Тағала өзінің мекенін білдірмейді. Қайда тұрғанын біле алмайсың. Мұсылманның баласы тура осылай іс қылса, сөзсіз ұлық дәрежені иеленеді. Әлемнің қиындығын шешіп, күллі адам ұрпағының мұқтаждығын өтесең де, маған қараңдар, мен мынадай ерлік іс тыңдырдым деп, өзіңді көрсетіп мақтанбасаң ғана іс әрекеттің Тәңірге ұқсайды. Қандай күшті, иә? Керемет, иә. Көлеңкеде қалу. Көлеңкеде қалу. Айтпау керек. Жаңағы ұстаздарымыздан естіген мынадай асыл сөз есіме еріксіз келіп отыр. Кейде біз Құдайдың кәлемін бір жақсы адамгершілік жайлы айтамыз деп, Құдайды насихаттаймыз деп, өзімізді насихаттап жүретініміз болады. Жаңа Соның басында айтқандай. соның бәрінен іштей Алла Тағала өзіңмен не ғой ол жерде деді. Өзіңмен жаңа Алла Тағаланың қалай ғажап. Шынында да басқа біреуді насихаттап, тек қана мына жерде Алла тарапында ғана емес, мысалға біз тұлғаларымызды да насихаттаймыз деп жүрген кезде, мысалға өзіміздің сен өзіңнің дәрежең көтеріледі да, Алла Тағала сенің дәрежеңді көтеріп қояды. Мысалы, Медеу Сәрсеке атамды шыны керек Ғабдулғани Имантайұлы Сәтбаев арқылы мен жақсы көріп қалдым. Ал Абай атамыз арқылы Мұхтар Омарханұлын жақсы көріп қалдық дегенде ғой. Иә. Мұхтар Омарханұлы арқылы Мекемтас Мырзахметов атамызды жақсы көреміз дегенде ғой. Сондай қандай не бір жарыққа күнге талпынам деп сәулесін өзіңе жұқтырып кете бересің. Иә, күшті. Сондай адамдар ғой. Енді бұл жерде бар ғой, бұл жерде тағы да бір айтатын әңгіме, жай қарапайым ғана былай сөзбен айтқан кезде, мысалы Тәңір Тағала бүкіл жаратылысқа, бүкіл ғаламға, бүкіл адамға, бүкіл жан жануар, аң құсқа ризық несібесін шашып беріп отыр. Бірақ сол мен ризық несібесін беріп отырмын, мен сол ризық несібемнің арқасында сендер күн көріп отырсыңдар деп ол бір белгі беріп, немесе ризық несібесін оның тиіп қойған жоқ қой. Сонда оны шексіз ғаламның барлығына таратып отыр. Енді ол Аллаға ұқсау үшін сен өзіңнің елге жасаған жақсылығыңды мен елге осындай жақсылық жасадым деп өзі мақтанбау керек, айтпау керек, өзін айтпау керек. Ол белгісіз болып, Алла Тағаланың мекені белгісіз ба, істеген ісі мысалы көрініп тұрған жоқ қой, ол көрінбесе де бере береді. Сондай дәрежеде болу керек деген мағынаны білдіріп отырған сияқты. Маған ұқсаңдар, себебі мен өзімнің беріп отырған ешкімге міндеттеніп отырған жоқпын, ешкімге көрсетіп отырған жоқпын. Сондай мен сияқты істеген жақсылығың белгісіз болып қалсын деген мағынаны білдіріп отыр. Содан кейін қазақтар айтады ғой, біреуге жақсылық жасасаң дейді, ол жақсылығыңды ұмытып кет дейді, айтпа дейді. Ал біреуден жамандық көрсең дейді, сен оны жамандықты ұмыт дейді. Сонда Алладан көрген бұл жақсылықты елдің барлығы осы ғалам жаратылыс Алланың арқасында күн көріп отыр, Алланың жақсылығын көріп отыр.
бірақ соған егер сол тәңірге ұқсағың келсе, сен де елге жақсылық жаса, бірақ мен жақсылық жасадым деп айқайлама, айтпа оны, сен жақсылық жасағаныңды дейді ғой. Таудай жақсылықты айта төбедей қылады деген сөз бар екен. Таудай жасаған жақсылығыңды айта берсең, ол кішірейіп төбедей болып қалады. Сондықтан жақсылық жасаған жақсылығыңды жар салып айта берме деген мағынаны білдіріп тұрған сияқты. Иә, Мұса пайғамбардың керемет бір қиссасы бар ғой. Алладан сұрайды ғой, Тәңір тағала маған жомарттығыңды көрсетші дейді ғой. Иә. Сол ақта жарайды дейді да, бірнеше не жоғары көтеріп қарап тұр дейді ғой. Сонда қарап тұрса, ана жерде жаңағы ұрлықшында ұрлап жатыр, өсекші ана жерде неше түрлі ғайбат сөз айтып жатыр, біреулер жаңағы төбелесіп жатыр, біреулер адам өлтіріп жатыр. Мұса пайғамбар шошып кетеді ғой. Ойбай, жаратушы иемнің бәрін құрт дейді ғой. Құрт балардың бәрін алып кет дейді ғой. Мұса, сен не білесің, мен жомарт аламын ғой дейді жаңағы. Ұрлықшы болса да, өсекші болса да, жаңа қант безер болса да бәрінің несібесін мен беріп отырмын ғой дейді ғой. Сонда бір керемет жаңағы, қандай не болса да біз бәріне жомарт болуымыз керек та. Қандай адам болса да Алланың жаратушысының бәрі. Алла өзінің пендесіне мейірімді ғой. Ол себебі мейір махаббатпен жаратты. Сондықтан ол қандай қатыгездік, қандай жауыздық жасаса да барлығын оны кешіреді. Иә. Күтеді. Ол өзінің тәубесіне келеді, менің пендем деп, ол жаны шыққанға дейін күтеді екен. Күтеді. Иә, күтеді. Сондықтан бәріне кешірімді ғой, әрине. Лев Толстойдың әр подкастта айтып қалам, Лев Толстойдың керемет сөзі бар ғой, адам өзінің немен тірі екенін білмейді деп. Жаңа сіз айтқандай, ол естиді, ол көреді. Біз адамда кішкентай микро көреді, естиді. Алланың өзі, біз адам жер бетіне түскен, Алланың халифасы болғаннан кейін, сүйіктісі болғаннан кейін, ол мейір махаббатпен жаратқаннан кейін, Алланың бүкіл қасиеті адамда бар екен. Бірақ біз соны біреуін мүмкін көбірек көрсетеміз, біреуін азырақ көрсетеміз, біреуін көрсетпейміз. Алланың сипатын. Міне, сол Құдай жаратады, адам жасайды деген теңге келеді. Иә. Енді қанша жерден біз ариаттың жетегінде жүрсек те, жаза баспай бас жаза басып кетеміз ғой, бір қателесіп кетеміз дейміз да. Оның хикметі не дейді? Қателесеміз бәрібір. Оның хикметі не? Егер адам қателеспесе, онда ол адам мен бәрін білемін, мен кереметпін, мен мықтымын, мен ғалыммын, мен данышпанмын деп тәкаппарсынып кетіреді. Сондықтан адам қателеспейтін адам жоқ дейді ғой. Қателесу адамның пендеге тән нәрсе деп ойлаймын. Иә. Қателесіп барып, қателіктен сабақ аламыз біз. Сабақ аламыз, жаңағы Лұқман тәубеңе келесің. Иә, Лұқман хакімнің керемет өсиеті бар ғой, жаңағы сұрайды ғой одан. Мына көркем мінезді қайдан алдыңыз дейді ғой жаңағы. Өсек айтпауды өсекшіден үйрендім, өтірік айтпауды өтірікшіден үйрендім, жаңағы сатқындық жасамауды сатқындардан үйрендім дейді ғой. Сол сияқты қарап отырсаңыз, біздің қателігімізден біреулер түзелуі мүмкін, біреудің қателігінен біз түзелуіміз мүмкін. Мынау әдемі емес ісі, маған бұл іс ұнамай тұр, мен осылай істесем басқаға да ұнамайды екен деп өзіміз тәрбиелеп білуіміз керек та. Оның жағасына жармасып, сен қателік істедің, не істеп отырсың деп өзімізге сол сабақты. Жоқ, қателіктен сабақ алатындар да бар, оны сабақ алмайтындар да бар, оны кінәлайтындар да бар. Қателігін қателік деп есептемейтіндер де бар ғой. Иә, сондай да. Мынау кәдімгі бізбен тікелей сөйлесіп отқандай кітап болады екен Гүлнұр ханым. 196 бетінде оқырман, 196 бетінде мұсылманды не нәрсе рухани дертке шалдықтырады дейді. Елге айтқан уағызын өзі істемесе. Екінші, тілі жүрегі қаламағанды сөйлемесе. Ұлық Алла Құран кәрімде бүй дейді. Әй момындар, өздерің істемейтін нәрсені неге ел жұртқа айтасыңдар дейді. Мына менің көзім шалып қалды. Іштей Құдай ішпен де тыспен де бірдей қыл деген андай адамда жайлап. Кәдімгі тәрбие ғой, отырып тәрбие мектебі да. Керемет нелер, сұрақтары да керемет. Сұрақтары ғажап. Содан кейін Гүлнұр ханым, мына жерде бар ғой. Осы жерде өзің істемейтінді, өзің істемейтін нәрсені неге ел жұртқа айтасыңдар деген мынандай ғой.
мен өзімнің немнен айтайыншы, Иә. өмірінен. Біреулер айтады ғой, қылмыс жасама, қылмыс жасағанды ол заң жүзінде жауапқа тартыласың, қылмыс жасауға болмайды деп. Бірақ сол қылмыс жасауға болмайды деген адамдардың өзі мен білмей қалады ғой деп қылмыс жасайды ғой. Сонда ол не үшін айтып отыр? Қылмыс жасамаңдар деп. Егер өзі жасайтын болса. Сондықтан өзің жасамайтын нәрсені айтпа деген осындай сөзден шығады ғой. Иә. Ол мысалы енді ол мысал келтірудің өзі қиын, қылмыс туралы айтқан кезде. Иә, мысалы темекі шегіп тұрып, Иә. темекі шекпе дегенде әңгіме ғой, ол өтпейді дегендей да, иә. Мгм. Әйел заты қандай жағдайда әулие баланы дүниеге келтіреді дейді. 186 бетте. Ер адам Әрбір адам, Айтшы. әрбір ананың ең жанды жері баласы. Иә. Сол балам қатарынан оза шапса екен, мына еліне игілікті азамат болса екен, бұл дүние ақыретке хайырлы перзент болса екен деп ана шіркін түн ұйқысын төрт білмей ме? Сол айтады енді. Әйел заты қандай жағдайда әулие баланы дүниеге келеді дейді. Жауап болса? Иә. Ер адам енді елдің қамын ойлау үшін туылған ғой. Елдің қамын ойлағанда әйелден Ер азаматтың Иә. кеудесі Иә. құндылыққа толған Иә. кезде әйел адам әулие бала келеді, иә. Иә. Ер азаматтың көкірегі жүкті болмай, ұрпағы текті болмайды. Иә. Өйткені жүрегі жүкті. шынында да, иә, ұрпағы ер Иә. адамнан тарайды ғой, әйел адам дүниеге келгенмен ер адам. Гүлнұр, сіз жалғастырыңыз. 186. Ер азаматтың көкірегі немен жүкті болады дейді. 186 бетте. Ер азаматтың көкірегі немен жүкті болады? Шермен жүкті болады. Азамат ердің ішінде ат басындай шер қатады. Ол шер елдің қамынан құралады дейді. Елдің ертеңін ойламайтын жігітті мігіт дейді. Мігіттің көкірегі қуыс болар. Көкірегі қуыс еркектің әйел де көңілсіз келеді. Көңілсіз қатыннан көтені жоқ бала туады дейді. Омар Жәлел ағамыздың қайта-қайта айтып Иә. жүрген болса екен ғой. Иә, иә. Бұл жерде мынау Қуыс кеуде кітабында отбасы хрестоматиясының сыртында мұқабасына жазылған үн болмаса, гүл болмаса, бұл деген бір сұр құс. Ары қарай? Қалай еді оның ар жағы? Иә, иә. Ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қуыс. бір қуыс. Қуыс кеуделік. Иә, иә. Шер жату керек дейді ғой. Ат басындай шер жатқанда әулие ұрпақ туылар, Құдай қаласа. Ол шер жату деген не? Шер жату деген Елдің қамын қамын ойлау. Елдің қамын Аманат ойлау. елді ойлаған. Елдің қамын, елдің ертеңін Уайым ойлау, басу керек елдің қой. болашағын ойлау. Өз қамын, өзінің отбасын ғана емес, ел жұртын ойлау. Елім, мынау қазақта айтады ғой батырларды. Елім деп еңіреген ер еді деп айтады ғой. Сол сияқты ел жұрттың қамын ойлаған кеудені ғана шерменде кеуде деп айтады ғой. Шермен қатты деп. Әрине ол ер адам сондай елдің қамын ойлаған ер адамнан ез бала туады деп қиын ғой ондай. Иә, әрине. Ал енді Меруерт апай, адамның жүрегін қара тастай қатырып, өлтіріп қоятын ең қауіпті бола тұра өте елеусіз нәрсе не дейді? Негізі подкасттың басында айтылды, дегенмен тағы да адамның жүрегін қара тастай қатырып қоятын не нәрсе дейді да? 187 бетте. Ол енді арзан күлкі, бос сөз, мағынасыз әңгіме ғой. Ғапыл жұрт бұларды осыншалықты қатерлі деп санамайды. Негізі өте қатерлі. Арзан күлкі, бос сөз, мағынасыз әңгіме. Иә. Жүректің қатаюына жетіп жатыр. Иә, арзан күлкі. Расында да ондай болады ғой. Иә. Мысалға, жаңа Меруерт апайдың чатындағы кездесетін онлайн кездесетін кездесулер болсын, немесе бір қонаққа шақырғанда болғанда болады ғой. Ауыз ашарға мысалы шақырған кезде де барған кезде бір жерлерде болады жиын. Сен 3 сағат отырдың, бірақ не айттың, не болды, не талқыладық, ештеңе жоқ, бір уақытың құр кеткен сияқты болады. Кейде болады, бір адамдармен отырады, жақсы өткен жарты сағат деген, жаман өткен ғұмырында деген. Бір адаммен болады, бір жарты сағат қана әрі кетсе, бір 25-30 минут қана сөйлесесің, бірақ бір рахаттанып қаласың ғой ана жерде. Өйткені сен ол кісімен мәнді әңгіме айттың да, бір көңіліңе жағатын, бір күшті әңгіме айттың да. Ал бос сөз, бос әңгіме, арзан күлкі отырған жерде 3 сағат отырдың, іштің жедің, бірақ не іштің, не жедің, не айттың, қайда бардың қонаққа, үйге бір шашап келесің да, қайда барып келдің деп, сондай болады да бір. Кеше ғана біз Қызылордада жаңағы кітап оқу сайысынан қанша 11 мың бала қатысқан. Жаңа 3 кітапты талдап, ең соңында жаңа 18 баланы іріктеп алған ғой. Енді жақсы талдаған үшін сол бойынша дода болды. Облыстық
барлық аудандар, ауылдар 11 қатысқан. 000 бала Қызылордадан қатысты. Қызылордадан қатысты өзінен. Сонда кейін балалармен сөйлесудің өзі керемет, жақсы ғой. Ана дайындаған ұстаздары да бәріміздің бір ортақ әңгімеміз бар да. Сонда адам қаншалықты біз дода болды, додан кейін тағы да жиналыс отырып, жаңағы өзіміз жиналып тамақ ішіп сөйткен кезде шаршаған жоқпыз мүлдем. Сосын ертесі күні тағы да семинар болды, одан кейін тағы да бас қостық. Ана балалармен де жаңағы ол балалар дайындаған ұстаздармен де, сол мектептің директорларымен де бір неде мәміледе болып бір әңгіме айтудың өзі керемет жақсы екен ғой бір-бірімізге. Сондықтан мың сұрақты талдағанда да бәріміз кездесеміз ғой. Тек мың сұрақтың төңірегінде болады ғой әңгімеміз. Сонда енді біз жермен барып келдік көлікпен. Сонда 1000 шақырым 1000-нан асады ғой жаңағы барып келу. Жол деген нашар, енді сол нашар жолы бізді мүлдем білінген де жоқ, шаршаған да жоқпыз. Бір әрі қарай 10 000 жүретіндей де күш қуат жинап келді ме деп қоямын мен. Сонда ойлағаным, біз сонда 1000 сұрақ талдап келе жатырмыз бәріміз. Ішінде әңгіме айтып, құнды әңгіме, кітаптарды талдап келе жатқан кезде адам жақсы болады екен, жолда қысқарады екен, шаршамайды екенсің. Сонда ана жерде біз егер мән мағынасыз сөз айтып не қылатын болсақ, дүниенің әңгімесі айтатын болсақ, ұрыс болып кетуі мүмкін. Бақталас. Содан біз шаршап кетуіміз мүмкін. Сондықтан мен көбіне айтамын, қонақтарға барған кезде бір жақсы бір кітап оқыңдаршы, бәріміз сол кітапты жиналғанда талдайықшы деймін ғой, жаңағы туған туыс болсын. Сонда біз жақсы бір-бірімізден бір енді мысалы ілім үйреніп кетеміз. мынандай сұрақтар да болып жатады. Кейбір әулеттерде кітап оқитын адамға бір қиялы, бір өз әлемі бар әйтеуір деген сияқты қарайтын кезеңдер болады. Сондай бауырларымызға мына чаттар таптырмайтын құндылық қой. Кейде адамға қан жақындығы болмаса да жаның жақын болады ғой. Жаңағы рухани серпіліп, бір туғандай болып әңгімең бір. Апай, сіз не қосып мына жерге айта аласыз тағы да? Мына жерде осы арзан күлкі бос сөз дегенге ма? Иә. Мынау бізде үлкен адамдар отырған кезде де, немесе үлкен кіші араласып отырған кезде де кейде біз саясатты сөз қыламыз ғой. Дастархан басында саясатты сөз қыламыз. Біз саясатқа араласа алмаймыз. Немесе біз өзіміздің мемлекетімізді жамандай бастаймыз. Немесе біз өзіміздің жастарымызды жамандап біреуден сыртынан мін сынай табат бастаймыз. Біз сонда біз өзіміздің қолымыздан келетін әңгіме айтатын болсақ, немесе бір адамның көңіліне қонатын, жүрегіне қонымды әңгіме айтқан дұрыс деп ойлаймыз. Ал енді кейде сондай бір әңгімені бастасаң, біреулер сені орта жолдан қиып тастауы да мүмкін. Айтады, қойшы, ақылсымай. Қойшы ондай әңгімеңді. Біз енді көңіл көтеруге келдік қой. Өлең айтайық, ән айтайық, немесе жаңа қалжың сөз айтып бір-бірін күлдіргенді үлкен бір мәртебе көреді да. Содан кейін мен өзімнің ортамда, мысалы, біз әжелермен кездескен кезде, біз бос сөз, бос әңгімені азайтады екенбіз. Бізде, мысалы, әжелермен кездескен кезде, біз мынандай, мен өзім жақсы көретін нем бар, сұрағым бар. Ал әжелер миға шабуыл жасаймыз деймін да. Миға шабуыл жасаймыз деймін. Миға шабуыл деген ойландыратын сұрақ қоям деген сөз. Қойған сияқтысыз осы сұрақтарды білесіз. Ойландыратын сұрақ қоям да мен. Мысалы, егерде біз өзіміз қарт адамдармыз, мынау мен айтам, мысалы, қартаюдың қағидасы. Енді сіздер маған қарағанда жассыңдар, енді әрине ол қызық емес шығар мүмкін. Ал сондай сияқты, мысалы, сұрақтар қоямыз да бір-бірімізге. Сонан кейін жаңағы жерде біреу басқаша айтады, екінші біреу басқаша айтады, біреу қосымша айтады. Сөйтіп пікір талас туындайды. Одан кейін біз ол жерге не үшін жиналып отырғанымызды ұмытпаймыз. Мысалы, туған күнді атап өтетін болсақ, туған күн иесіне жақсы сөз, жарым ырыс деп, жақсы сөздерімізді үйіп төгіп айтамыз ғой. Үйіп төгіп айтамыз. Бар жақсылықты тілейміз.
себебі жаңағы бірде болмаса бірде періштенің құлағы ашық аумин деп сол біздің айтқан тілегіміз қабыл болып кетсін деген біздің бір-бірімізге деген жақсы тілегіміз, жақсы ойымыз. Содан кейін тағы да біз келіскен жағдайымыз ауру туралы айтпаймыз. Мына үлкен адамдардың ішіндегі көп айтатын ауруына шығымданады. Сен ауырмас үшін не істеу керек екенін бір-бірімізге айтуымыз мүмкін. Сен тізең ауырып жүр ғой, мысалы, или басың ауырып жүр ғой, сен мынаны жасашы, мынау витаминді ішші, немесе мынандай құрамы мынандай бір нені жаңа жемісті же деген сияқты сондай бір ұсыныс, немесе жаңа рецепт деп айтады ғой, сондай айтамыз. Сөйтіп өзіміздің жаңа ортамызды барынша мағыналы сондай өткізуге тырысамыз. Арасында өлеңді айтамыз, бірақ барлығы өз жолымен, өз уақытымен. Сонан кейін біз бір-бірімізді кездесу үшін сағынып тұрамыз. Неге? Себебі біз бос әңгімені, ғайбат, өтірік, өсекті аз айтамыз. Айтпаймыз деп айтуға болады. Айтпауға тырысамыз. Әйел адамымыз ғой, біз артық кетсек, біз айтпауға тырысамыз. Миды ойландыратын деп бастайтыңыз. Миды ойландыратын мен ойын ретінде неше түрлі сұрақтар қоямын. Енді оны осы жерде қойсам, онда вообще ыңғайсыз кететін шығар. Ғұламалардан қалған сөздер бар ғой, апа. Жаңағы біз ойнататын адамды жақсы көреміз, ойландыратын адамды қойшы деп айтып қалады дегенді. Ойнатқан адам әрқашанда дұрыс жылтырлады. Бірақ ойланған ол жан азығы қандай? Біз ойын ретінде сұрақ қойсақ та ойланатын сұрақ қоямыз. Біз енді жастар сияқты ойнаймыз деп сахнаға шығып, би-билеп, секіріп, ойнап кете алмаймыз ғой. Сондықтан да біз ойынның өзін ойлы сұраққа айландырамыз. Ойынның өзін. Мән кіргіземіз десең. Мына жерде мынандай сөз бар ғой, жаңағы қарттық неден қорқады деген. Мың сұрақтың несі? Мың сұрақ. Қарттық неден қорқады дегенде ойладым мен, мынау қыздар маған арнап осы сұрақты дайын қоятын шығар. Қарттық неден қорқады? Қарттық өзіне сай емес сөз айтудан қорқады дейді. Енді бұл жерде өзіне сай емес сөз деген мейде біздің өзіміздің қатарымызда 70-те келсін, 80-де келсін, құлаққа кірмейтін, жүрекке қонымды емес бір әңгімелер айтып отырады. Сонда мен мына қарттың әңгімесі дәмсіз екен деп ішінен ойлаймын. Сонда адам өзінің жасына қарай мәнді, мағыналы сөз айтқан дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалы, үлкен адамдар өзінің бата беруімен, жақсы тілек айтуымен жастардың есінде қалады деп ойлаймын. Біз мына мың сұрақты неткен кезде, жаңа талдаған кезде, кім Меруерт айттың ғой, мынау бата берейікші деп. Енді әйел адам бата бермейді, негізінде тілек айтады ғой. Сонда тілек айтқан кезде мен есімде мен айтқам, осы мың сұрақты оқып отырып, менің көңіліме қатты қонғаны, ол мысалы мен жаттап алған батам емес, немесе оқып алғаным емес. Мен жай ғана мына өзімнің мың сұрақты оқығандарымды құрастырдым да. Сонда айтам да, жаңағы мысалы Сүлеймен пайғамбар өте бай болған, бақуатты болған, бірақ ол ақылды болған ғой бәрібір. Сонда сол Сүлейменнің тағын берсін, Лұқпан Хакімнің даналығын берсін деген сияқты. Мына кітапты оқып отырып, осы кітапта сондай бір тілек айтып, оның өзі бір жақсы үрдіс деп ойлаймын. Керемет. Болғандай боласыз ғой, естіп тілекті қабылдағаннан кейін. Қатаюдың қағидасы деді Шекер апай, шынында да, біз сіздерге қызық емес шығар деп қояды. Мен айтамын, Нұргүл екеумізге менен қызық, өйткені қазірден бастап біз ол мың сұрақ не үшін оқып жатырық, қамданып жатырық қой енді. Алла ғұмыр берсе, ерте қамданып. енді Алла ғұмыр берсе, сіздің жасыңызға келгенде аузымызда егер де мысалы қарасаң, егер де мен осыны кітап оқымаған жерге айтып тұрсам, қайдағы пайғамбарларды айтып тұр деп айтуы мүмкін ғой. Сонда сен айтатын сөзіңді, айтатын ортаңды білуің керек. Егер де мен сендерге мың сұрақ талдайтын адамдарға айтсам, Жүсіп пайғамбардың сұлулығын берсін деп айтсам, мысалы жаңағы Лұқпан Хакімнің даналығын берсін десем, сендер оны білесіңдер. Мысалы Адам ата немесе Нұх пайғамбардың жасын берсін десең, сендер біліп отырасыңдар. Ой, ол пайғамбар көп жасады ғой деп. Ал Лұқпан даналықты игерді ғой. Ал енді Сүлеймен пайғамбар аңның да, құстың да бәрінің тілін білді ғой деген сияқты. Мен де соған ұқсайын. Ол тура сондай болып кетпесең, мен де соған ұқсайын деген мағынада бір жақсы тілек екен деп өзіңе қабылдайсың, Ал егер мен мың сұрақты талдамаған басқа ортаға барып айтсам,
ол Иә. пайғамбар туралы білмеуі мүмкін, оларға қызық болмауы да мүмкін. Иә, Ол ойлауы мүмкін, мен жаттап алды немесе сандырақтап отыр деп те ойлауы мүмкін ғой. иә, иә. Шын ғой. жаңа Әзірет Адам атамыздан бастап тілектеріңізге қосып айтып жатырсыз, ұзақ ғұмырын, иә, мысалы сол жерде пайғамбарлар адамзаттың қазығы дейді. Ал біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, Алланың оған игілігі мен салауаты болсын, ғаламзаттың қазығы дейді. Ғаламзаттың нұры дейді. Яғни сол кісінің нұрының құрметінде бәріміз қазір жаратылдық дейді. Сол ойға сол келіп жатыр, ғажап. Әрі қарай өзіңіз Енді қазір заманға сай кеше ғана бір жақсы әңгіме естімеген. Соны мына жерде сұрақ бар да, әйел заты несімен ұнамды дейді. Әйел заты несімен ұнамды дейді да. Ал кім? Ар-ұятымен ұнамды ма? Иә, Нешінші ар-ұятымен 147. Әйел заты несімен ұнамды? Ар-ұятымен ұнамды. Ар-ұяттан жұрдай әйелде бір, ақыл есі жоқ есекте бір дейді. Мықтап теңепті енді. Иә. Ал енді ер жігіт несімен ұнамды дейді. Сабыр қанағатымен ұнамды. Қанағатсыз еркек тойғанын білмес, доңызға тең дейді. әйелді де еркекті де кәдімгі айтып тұр ғой. Иә. Иә, қанағат болу Қазір керек қой адамда. неге байқап қарасақ әлеуметтік желілерде бүкіл жүкті әйелге арта береді, деп қалады да, енді ер азаматты да оқып жүреді деген. Иә, сол ғой. Иә. Енді ғалымдар несімен ұнамды дейді. Ғалымдар. Кішіпейіл мінезімен ұнамды. Ғалымын деп кеудесін қаққан пенде мәуесіз дараққа тең дейді. Жаңағы керемет осы. Мәуесіз дарақ деген оның шәкірті жоқ деген мағынаны да білдіреді ғой бір жағынан. Иә. Шәкірті жоқ, тыңдарманы жоқ, ол өзі көп білген ғалым болғаннан не пайда? Егер ол білімін үйретпейтін болса. Шәкіртсіз ғалым тұл деп, иә? Менікі деп жаңағы ғалымдар өзінің несін бермейтін адамдар бар. Менікі бұл ешкім жазбасын, мен ғана жазуым керекті, жазбай кететін. Неге ондайды көріп жүрген Гүлнұр, байлар несімен ұнамды дейді. Байлар несімен ұнамды. 148-ші бет. 148 ба? Байлар несімен ұнамды? Қайыр сахуатымен ұнамды. Сараң бай байлығы жоқ, сасық көлшікпен тең дейді. Сараң бай байлығы жоқ, сасық көлшік. Балығы жоқ. Балығы жоқ. Балығы жоқ, сасық көлшікпен тең. Ал патшалар несімен ұнамды? Патшалар әділдігімен ұнамды. Әділетсіз патша жаңбырсыз бұлт сияқты дейді. Аспанды қаптағаны болмаса, ішінде бір тамшы суы жоқ, бір тал шөпке де шарапаты тимейді. Осы жерде осы сұрақ бар ғой, бірақ сұрақпен не қылады, бір сұрақтың жауабы осы жерде бар сияқты. Дүниенің кеңдігі не деген? Дүниенің кеңдігі не дегенде осылай тура осы сұрақ бар ғой. Осы сұрақ бар еді? Дүниенің кеңдігі не? Дүниенің кеңдігі не деген жерде тура осы бар ғой. Дүниенің кеңдігі не дегенде? Айтыңдаршы. Дүниенің кеңдігі не деген? Онда адал патша, содан кейін жомарт бай, содан кейін білімді ғалым, содан кейін батасы бар, жақсы сөз айтатын, жақсы тілек айтатын қарттары, немесе жақсы адам деп айтады, немесе батасы бар қарттар деп айтады. Сонда бұл дүниенің кеңдігі. Мына жерде осы ғалымдар туралы, патша туралы, байлар туралы айтқаннан кейін есіме түсіп жатыр. Иә. Дүниенің кеңдігі осыған байланысты дейді. Сон дүниенің кеңдігі осыларға байланысты деген кезде, бұлай егерде қарайтын болсақ, патшаның адалдығы немесе билердің әділдігі деген ол мемлекетке бүкіл қоғам ғой. Қоғамдағы билеп отырған патша деп біз айтып отырмыз ғой. Енді қазіргі осы заманға келетін болсақ, президент қой. Сол халқына деген, еліне деген адалдығы болса, әділдігі болатын болса, онда біздің заманымыз кең болады, дүниеміз кең болады. Ал енді ғалымдар мен ғана білемін деп тәкаппарланбай, өзі сол ғалым өзінің ғылымды одан арығы дамытатын болса, біздің экономикамыз, мәдениетіміз, өнеріміз барлығы дамиды ғой. Ал енді сол жердегі кәсіппен айналысатын байлар өзінің байлығымен бөлісетін болса, тек қана өзім баймын деп дүниеқоңыздықпен бүкіл бәрін жиып ала бермей халықпен бөлісетін болса, ол да бір дүниенің кеңдігі емес пе? Ал енді
осы бай бар, патша бар, кәсіпкер бар, үлкен бар, кіші бар, жаңағы жастар, осындай қоғам, дүние деген осы қоғамды айтып отыр ғой енді бұл жерде, дүниенің кеңдігі дегенде. Сонда соның ішінде қарттар да бар ғой, үлкен кісілер, қарттар да бар ғой. Сонда ол қарттар да жаңа дұрыс әңгіме айта білу керек, ұрпаққа өсиет айту керек, ұрпаққа дұрыс дұға жасау керек, ұрпаққа жақсы тілек айта білу керек деген сияқты ғой. Сонда жаңа қоғамның 4 тірегін айтып отыр ғой. 4 тірегін айтып отыр. Сонда патшаның әділдігі мен адалдығын, халыққа деген көзқарасы, ғалымның ол ғылымды дамытып, ғалымдар экономиканы, мәдениетті, өнерді барлығын көтеру. Ал енді жаңа кәсіпкер, бай адамдар болатын болса, ол өзінің байлығымен жаңа кедей, кепшіктер деп айтамыз енді бізде, қатты кедей адам бар ма жоқ па, бірақ әр адамның жағдайы әртүрлі ғой. Сол жан жағына көмектесу, жәрдемін беру дейміз ғой. Ал қарттарымыз да тоже осы қоғамда аман болсын дейміз. Даналығымен, даналықты меңгеріп, дұрыс айтасың, даналығымен, өсиетімен ұрпаққа үлгі бола білу керек. Шекер апа, мысалы біздің әжеміз 70 жастан өмірден өтті. Бізге келелі әдемі әңгімелерін айтып отыратын да. Ол кезде ат үсті тыңдағандай жастықтың желімен жүруің мүмкін. Бірақ мына экзистенциялық ағамыздың кітаптарында айтқандай сұрақтармен бетпе-бет келгенде әжеңнің мектебі, әжеңнің даналығы саған дәрі болады екен. Енді бұл жерде бар ғой, даналық, үлкендердің даналығы деп айтқан кезде, мен қазақ халқының даналығының басым деймін. Қазақтан асқан жер бетінде дана қалып жоқ сияқты болып көрінеді маған. Себебі біздің ата-бабаларымыз университет, институт, ештеңе, мектеп оқымаған біздің ата-бабаларымыз қандай дана сөздер айтып кеткен, қандай өсиет айтып кеткен. Мынау немене еді, 90 ауыз сөзді толықтай түйін шығарып айтып кеткен ғой. Бірақ сөзге неткен. Бір кітапты бірақ сөзбен айтқан. Сонда олар ешқандай, сонда олардың даналығы қайдан пайда болды? Олар сонда ол табиғатты да жаңағы зерттей білді, адамдардың жақсы жаманын да ажырата білді, және өзінің көрген, білген, түйгенін түйіндей білді, қорытындылай білді. Сондықтан олар сондай дана болды ғой. Осы мың сұрақтың ішінде де бар ғой апай, жаңа үш арсыз деген біз би-шешендердің сөзінен оқыдық деп жүрміз, ол мынаның ішінде де жүр, мың сұрақтың ішінде де жүр ғой, мысалы біз ата бабамыз даналардың сөздері, даналар сөздері деген кітап бар ғой негізінде, даналардың өсиеті. И сонда отырғанда біздің қазақ халқының қаншалықты дана болған, соншалықты терең болған, соншалықты 99 сөзді 9-ақ сөзбен, немесе айтады ғой қазақта не дейді, 99 толықтай түйіні бар деп. Сонда түйіп айтқан, оның кейін сөзге тоқтаған халықпыз ғой біз. Сөздің қадірін білген, сөзге тоқтаған халық. Түрмесі болмаған халық. Түрмесі болмаған халық, сөзге тоқтаған. Сөздің қадірін білгендіктен біздің сонда бізде шешендер деген керемет қой, шешендерге ел бастайтын көсем қайда, сөз бастайтын шешен қайда дегенде, шешендерді жұмысын көсемдерден де, батырлардан да ең қиын жұмыс осы шешендердің жұмысы болған ғой. Өнер алды қызыл тіл деп. Табиғатпен сөздің құдіреті ғой. Байланыста болған ғой, енді табиғатпен, жан-жануарлармен бәрімен дала тіршілігін көрген ғой, енді сол үшін жаңа жасампаздық қасиеттері. Осы мың сұрақтың ұнайтын бір жер, соның бәрі жинақталған ғой осы кітапта. Мысалға жаңағы папугай деп айттыңыз, папағай деген қайдан шықты деймін, мысалға әңгіме бар ғой осы мың сұрақтың ішінде. Кезінде жаңағы келеке еткен деймін саған, ұстазының дұрыс сөздерін, салиқалы сөздерді келеке еткен адам sonra папағай болып кетеді кезінде деп сол туралы айтылған. Оны да мысалға үлкен кісілерден естіп жүрік бала кезден, ешкімді мазақтама, атына қарай, немесе бойындағы бір кемсітпе деп, кемшілігіне қарай, немесе бір сөзді келеке әулиелерге қатысты бір келіс нелер, атаулардың өзін, қаланың атауы болсын, оны мазақ қылма деп сөздерді. Соның өзі мысалы осының ішінде тұр да. Абылай қарасақ біз оны жаңа Нұргүл айтқандай, ата әжелерімізден, үлкен кісілерден ойнап жүріп естіген нәрсе, ешкім мазақтама, ешкімді келеке қылма деген нәрсе ғой, былай қарасақ. Соның өзі осының ішінде жатыр, мың сұрақта. Қазір көзім түскен жерді оқып берейін, көрермен тыңдайық бәрімізде. Аспан мен жерден
18.000 ғаламнан, аршы мен күрсіден кең зат бар дейді. Бар ма Адамның дейді. көңілі ғой. Иә. Мхм. Адамның көңілі. Адамның көңілі. Адамның Адамның көңілі. көңілін қалдыруға болмайды, көңілге қарап сөйле дейді ғой. Осы жерге кетіп тұр да, кемсітпе деген күшті. жерге. Мгм. Адамның көңіліне қарап сөйле. Мгм. Қандай болса да. Ол көңіл айнасын кір шалмаған мұсылманның сәлем жүрегі дейді. Адамның көңіліне қарап ана бетке айтып тастаймын деген мүлдем сол дұрыс емес. Бетке айтып таста, оны кезінде біздің қазақтар мақал мәтелмен жеткізген екен, шешендік сөздермен жеткізген. Ақырын ғана, ол тікелей бетіне сен деп айтпаған. Көрдіңіз ба? Ишара жасаған ғой. Иә, ишара жасаған. Ишарамен де Ақырын түсіндірген. ғана. Бір керемет бір аңыз бар, естіп едім. Бір ұстаз сабақ беріп жатады ғой енді шәкірттеріне. Соның ішінде бір кірпияз шәкірті болады. Оң жағына бір жәндік қонады ғой. Сон жәндік қонған кезде, өй, құның қандай жаман деп жаңа итеріп жүреді ғой. Сонда ұстаз тұрып айтады, сен суретшіге күлдің бе, әлде суретшінің салған суретіне күлдің бе дейді ғой. Қандай Ол күшті. да оған сен не істедің, ештеңе деп ұрсып айтқан жоқ, жай ғана соны айтты. Сонда үстелдің басында кейбірлер енді бір адамның Алла тағала жаратқан көзі бар, мұрны, аузын бірдеңе керек етіп отқан кезде тек қана осыны айтсам жеткілікті да. Осылай ғана түсіндіре білген. Суретшіге күлдің бе, қалай қайтадан әдемі деп айтып жүріңізші, есе қалатындай сөз. Сен суретшіге күлдің бе, әлде суретшінің салған суретіне күлдің бе дейді. Екеуіне де Қандай күшті. күлген болмай тұр ғой енді. Иә. Соны айтамын. Алланың жаратқаны ғой барлығы, қандай болсақ та. Сол қазіргі Сол біздің сияқты. қазіргі кезде Солай жеткізе білген ғой. әйел адам айта береді, жаңа айттыңыз ғой, әйел адамның мойны жүк артады дейсіз. Қазір мысалы әлеуметтік желіні нені ашсаң да, шынында да жаңағыдай жеке шекара деген нәрсе көп айтылады да. Былай қарасаң, қазақта жеке шекара деген нәрсе жаңа көңіл ғой. Иә. Сен оның көңіліне қарап қана сөйлейсің. Міне сол жерде сен жеке шекара адамның жеке шекарасын өтпейсің, өйткені сен оның көңіліне қарап тұрсың. Сен оның көңілін түсіріп алмайын деп тұрсың. Ол бізде қазақта жеке шекара деп әлдеқандай қылмаса да, ол бұрыннан бар нәрсе ғой негізі Бұрыннан бар, қазақта. иә. Көңілге қарап сөйлеу деген. Иә. Ешкім Көңілмен су ішеді деген сөз бар ғой. Көңілмен Көңілмен су су ішеді. ішеді деген. енді осы жерде тағы күшті сұрақ бар енді. Адам өзін неше нәрседен тыю керек дейді. Адам Ого. өзін 5 нәрседен тыю керек Иә, дейді. міне. Қандай нәрселер? Иә. Ол бірінші дейді, адам өзін ұйқыдан тыю керек дейді, Мгм. тамақ ішуден тыю керек дейді, бос қыдырудан тыю керек дейді. Мгм. Содан кейін бос сөз, бос қыдыру ғой. Мгм. Содан кейін тағы да не Сол бесінші? Дүние құмарлықтан. Дүние құмарлықтан, иә. Дүние Көп сөйлеуден. құмарлықтан тыю керек дейді. Осы жерде бір әңгіме айтайын ба? Бір 80-ге келген қарттан сұраған екен. Сіз 80 жыл өмір сүрдіңіз, сонда өзіңіздің не түйдіңіз деп айтқан екен. Сонда жаңағы ақсақал былай деп жауап беріпті. Мен намазға тұрған кезде өзімнің жүрегімді тыңдадым. Жүрегім соғып тұр ма? Соғып тұрған жоқ па? Жүрегі соғып тұрып, жүрегін тыңдайтын болса, ол онда еш жаққа көңіл алаңдамайды ғой. Жүрегімді тыңдадым. Ал дастархан басында отырғанда мен қолымды тыйдым. Ананы да жеп, мынаны да жеп, бәрін жеп араластырып, нетсе қарт адам оны көтере алмай қалады ғой, барлығы араласқаннан кейін. Ол не деген сөз? Ол тамақты көп жеу деген сөз ғой. Ал көпшіліктің ішінде мен тілімді тыйдым дейді. Мен үлкен адам не болса соны сөйлей берсе, жастармен жарысып, құлаққа кірмейтін жеңіл желпі әңгіме айтатын болса, онда ол қарттыққа жараспас еді. Солай ғой. Мгм. Сондықтан жаңағы сонда айтады, мен қолымды тыйдым, тілімді тыйдым, жүрегімді тыңдадым деп айтқан екен. Осы жерде Шекер апай, сіздің бір ретте біздің бір кездесуімізде осы 1000 сұрақ бойынша айтқан әңгімеңіз есіме түсіп тұр. Сол кезде есіңізде ме, сұрадыңыз ғой, осы жерде кімнің ойында не қалды дейді да. Шекер апайдың жаңағыдай қызық сұрақтар қоямын дейтін өзінің несі бар. Сөйтіп сұхбаттасып отырып, мысалы 2 сағат болдың ба оған, ал енді осы сұхбаттан кімнің ойында не қалды деп айтатыны бар ең соңында. Маған бері айттық қой деген сияқты. Сөйтіп сұрақ қойдыңыз, сол кезде мен айтқам, осы әңгімеңіз есімде қалды деп. Есіңізде ме? Бір патша туралы барлығына бұйрық берді. Қысқа ғана, бірақ ертеңгі ұрпаққа қалатындай бір сөз ойлап беріңдер деп айтып берші соны. Осыған келеді жаңағы. Ол бүйтеді, бүкіл ғалымдардың бәрін жинаған ғой. Содан кейін айтқан, сендер деген ғалымсыңдар, көп білесіңдер, бірақ сендердің айтқан әңгімелерін қарапайым халық оны ұқпауы мүмкін. Себебі олардың барлығы сендер білетін даналықты, сендер білетін ғылымды, сендер білетін білімді білмеуі мүмкін ғой. Ал сендер оны халыққа 2 ауыз сөзбен соны жеткізіңдер деген ғой.
Сонда жаңа ғалымдар ойласып келіп айтқан, біз оны таптық деп. Ол қандай сөз дегенде, шектен шықпа. Екі ауыз сөз. Шектен шықпа. Кез келген нәрсені шектен шықпа деген. Мына жерде де көп ұйықтама. Көп ұйықтасаң саған зиян. Мына жерде де шектен шықпа, көп тамақ ішпе. Ол сенің денсаулығыңа зиян деген сияқты. Ал шектен шықпа, сен дүниенің барлығын өзіңе жинап, дүние қоңыз болма деген сияқты ғой енді. Ал енді шектен шықпа, сен қатты көрсе қызар болма, бәріне қызығып, бәрін алам деп. Сонда барлық кез келген заттың, кез келген нәрсенің, кез келген іс әрекеттің шегі бар екен. Мынау шексіз, шетсіз тек қана Алла ғана деп ойлаймын мен. Қалған нәрсенің барлығында шегі бар. Шектен шықпа деген. Осы әңгіме менің ойымда қатты қалып қойды. Кәдімгідей шектен шықпа деген. Шектен шықпа, екі ауыз сөз, бірақ кәдімгідей өзіңді неге келтіреді екен. Мына ұрысқан кезде де шектен шықпа дейсің ғой. Мен айтамын, ұрысқан кезде соңғы сөзіңді айтпа деп. Соңғы сөзін айтты, адамдар бір-бірін көріспей кетуі мүмкін ғой. Қатты көңілін қалдырып. Сондықтан да соңғы сөзіңді айтпа дейсің. Бізде бірақ анау сот мәжілісінде неде қылмыскерге соңғы сөз береді ғой. Иә. Ол бөлек, басқа. Апамыздың мамандығы заңгерсіз, иә? Иә, заңгермін. Содан кейін айтып отырмын ғой. Негізінде, ал неткен кезде адамның көңілі қатты. Егер ертеңгі күні оның жаңа қателігін кешіретін болсаң, кешіріп сенің алдыңа келген, ол кешірім сұраса, сен оны кешіретін болсаң, бәрібір сен кешірген күннің өзінде де ол ауыр сөз жүрегінің түбінде бәрібір қалып қояды. Сондықтан ол ең соңғы сөзіңді айтпау керек деп ойлаймын мен. Шектен шықпау керек деп ойлаймын. Қанша ашулансаң да, қанша қуансаң да шектен шығуға болмайды. Осы сөзіңізді тілге байланысты болған екен айттым да, сөз, тіл, дәреттің 3 түрін әдемі деп айтып беретін едіңіз, ашып беріңізші. Дәреттің 3 түрі. Дәреттің 3 түрі бар деп айтамыз. Осы 1000 сұрақты бар. Ол бірінші дәреттің 3 түрі бар дейді. Бірінші дене дәреті дейді. Дене дәретін елдің барлығы біледі, себебі ол денесін таза күйінде ұстау, денені таза ұстауды оны елдің барлығы біледі, денені таза ұстау. Екінші жүрек дәреті дейді. Жүрек дәреті, енді жүрекке жаманшылықты кіргізбеу керек. Жүрегің таза болу керек қой, елдің барлығына бірдей қарап, жақсылық ойлап тұру керек қой. Адамның жаманы жақсысы болмайды деп айтады. Адамның барлығын Құдай жақсы қылып жаратты, мейір махаббатпен жаратты дейді. Бірақ неге жаман адам бар деп ойлаймыз біз? Себебі оның іс-әрекеті жаман. Сондықтан біз оны жаман деп ойлаймыз. Негізінде ол адам жақсы, бірақ оның іс-әрекеті жаман. Сонда жүректі таза ұстау. Ал үшінші тіл дәреті. Тіл дәреті деген енді анау тілді үш қамалға тегін қамалып тұрған жоқ қой. Жаққа, тіске, екке үш қамалға аманат берген кезде. Алланың аманатын қабылдаған кезде тіліңе ие бол деген сөз осыдан шыққан ғой. Тіл дәреті. Енді тіл дәреті деген ғайбат, өтірік, өсек, жамандау, жаманшылық, соның барлығын айтпа деген мағына шығар. Жаман сөз. Жаңа сіздер толықтырыңыздар. Тәннің тазалығы мен жүрек тазалығы болып, егер тілмен бір ғайбат сөз сөйлесең, болды, ана жүрегің де кірлейді, тән де кірлейді дейді. Ана екі дәрет босқа кетеді. Әйел адамда айтады ғой, не деп қалайды? 40 күн әулие, бір күн сәуле деп. Иә. Әйел адам 40 күн әулие, бір күн сәуле деп. Яғни әйел адам әсіресе бала босанған кезде әсіресе айтады ғой, әйел адам бала босанған кезде бір өліп тірілгенмен бірдей болады, қайтадан жаңа тазарады деп бүкіл күнәсінен деген. Бірақ сол тазалығын мысалы 40 күн әлдеқандай қылып сақтап жүресің да, сен бір күн бірдеңе айтып қаласың, бүкіл әулиелігіңді жойып жібересің. Иә. Мына жерде мені бір ойландырған тілге қатысты жағдай бар еді. Баязид Бистами деген бабамыз, атамыздың жаңағы жаратушы иеміздің ұлы есімдерін айтарда аузын жуады екен да. Қазір ұлы нұрлы есімдерді айтамын деп. Сонда тамақты жеп әйтеуір айта бермейді. Тілін жаман сөз айтып кетті ма, дәрет кетіп қалды. Сонда соншалықты өзін өзі тәртіпте ұстау ғой, былай қарағанда. Енді 9 тілден, 10 бәленің 9-ы тілден деген солдан шыққан ғой. Тілге ие болу әйел адамдарға әсіресе қиындау, Әсіресе әйел адамдарға. Әйел адамдарға қиындау. Енді Тәңір Тағала қай пендесін жек көреді дейді. Тәкаппарын ба? Тәкаппар пендесін жек көреді көп қой? Тәкаппар мен пендесін жек көреді ғой. Нақты жауап дейді. Жомарт
Ол жақсы не, көреді. сараң адамдарды жек көре ма? осыны негізі көп қайталап сұраймын, жаңағы онлайн болсын офлайн болсын, осы сұрақ көп қойылады негізі. Жаңағы көбісін ұмытып қала береміз, шыны керек. Қайын пендесін жек көретінді. Алла тағаланың қанша нығметіне бөленсе де, шүкіршілігі жоқ пендені жек көреді. Шынымен шүкіршілігі жоқ та адам жек көреді екен. Себебі Алла тағала бүкіл нені ризық несібені беріп отыр, сен соны қанағат етпей, оған шүкіршілік етпесең, Алла онда жек көреді ғой енді. Шынымен бәрін беріп отырмын, одан артық не керек, сен неге шүкір етпайсың деп. Оған ақы сұрап отқан жоқ, суда тегін мысалы. Жүре беріңіз, мынау денеміздің мүшесін барлығын берді. Сіздің осы қайталап сұрауыңыз біздің кәдімгі ойландырып, есімізде ұят болып қалмасын, ертең сұрап қойған. Мысалы, сіздің ұйымдастыруыңызбен офлайн кездестік. Астана қаласының аналары, сол кезде маған түскен сұрақ болды. Құранның басы не деп? Маған түсті сол сұрақ. Өзімше мен бірінші жауап беремін дегенде бүйтіп Аль-Фатиха деп айтқым келді, шынымды айтсам. Ұялып қалдым бір уақытта. Құранның басы ғұсыл дәрет деп. Ғұсыл дәрет. Сол ұмытпай қалдым. Ғұсыл дәрет деген ол денеңді бірінші дұрыста деген, денеңнен баста деп тұр ғой сонда. Сондай кездесулердің көрдіңіз бе пайдасы қандай? Тазалығынан баста деп тұр ғой. Ал енді жаңағы Алланың несі жек көретін пендесі дегенде жаңа шүкіршілікті ұмытып кетеміз да. Жаңа мен мысалы Алла өзінің тәкаппар пендесін де жек көреді негізінде. Онан кейін сараң пендесін де жек көреді. Ол Алланың жек көретін нелері бар. Сараңды жек көреді, сараң болған себебі Алланың өзі жомарт. Онан кейін жаңа тәкаппарлықты жек көреді. Себебі тәкаппар болса менен түсіп кетеді ғой адам. Ешкімді нетпей, даже Алланы танымай кетуі мүмкін ол тәкаппарланып. Алланың бар екенін, Алланың жаратылысы екенін. Сондықтан ал енді жаңағы ең негізгісі шүкіршілік екенін шынымен ойланып қаламыз. Ойланып қана қанша сұрақ қойсаң сонша рет ойланамыз осы шүкіршілікке. Себебі адам даже жарық дүниені көргеннің өзі, біздің осы жерде отырғанымыздың өзі Аллаға шүкір ғой. Шүкір. Ол неге шүкір? Себебі біз бейбіт өмір болып отыр, соғыс болса отырмас едік. Біз деніміз сау, соның кейін шүкір деніміз сау, соның кейін отырмыз. Бала шағамыз аман, соның кейін шүкір, соның кейін отырмыз. Осы жерге келуге бізге жағдай жасап отыр, шүкір, соның кейін отырмыз. Мына жарық болып тұр бізге, мысалы сұхбатымыз түсіріп жатқан, Аллаға шүкір. Соның барлығы шүкіршілік қой, былайынша айтқанда. Мына кітапты ақтарып қайта оқып отырамын да, кейде жылайсың, неше түрлі эмоцияға кіресің. Құдай, шүкір, осындай мүмкіндік берген, мынандай кітаптарды самсатып қойып, оқытып қойғаныңа, оған түйсік беріп түсіндіргеніңе шүкір дейсің. Енді шүкірдің де бір амалы болу керек шығар дегендей. Онда осыны маңдай терімен жинап терген ана ғалымдардың ақысын беріп, мына кітаптың ақысын беріп, неге шүкіршілікті амалмен көрсеттіңдер дегендей. Мына бас қосудың амал түрі деп қабылдайық. Онда шүкір деп Аллахымыз, Құдайымыз өзінің құзырында қабыл етсін. Мына пенделер 4 дәруіш болып отырмыз. 4 дәруіш деген кітап шыққан отбасы хрестоматиясынан. Оны да айтып қояйық. Негізі адам өткен шаққа қайта орала бермеу керек та. Қазір өткен шақты анау сөйтіп еді, маған бүйтіп еді, солай айтып еді деп отыра берсек, дәл қазіргі беріп жатқан біз нығметті көре алмай қалады екенбіз. Сондықтан сол нығметтен айырмауымыз керек. Өткен шақты жаңағы әркімнің несіне жаман нәрсе сақтамау керек та. Өткен шақтың жаман нәрсесін мүлдем өшіріп тастау керек екен. Сол өткенде бір ғалымдардың сұхбатын естіп қалдым. Қандай керемет сөз деп, шынымен деп жаңағы. Біз анау сөйтіп айтып еді, неге деп жүреміз ғой, жоқ, сақтамау керек екен. Өткендегі қазіргі нығметті өткенге өкінбе деген содан шығады. Сол ғой, өткен өкінбе деген. Мынау болашақты уайымдама деген. Сен осы күнге шүкіршілік ет, бүгінгі күніңе шүкіршілік ет деген. Отбасы хрестоматиясында Алла қаласа жақын күндері тағы бір майдан шығады. Сонымен қатар соңғы шыққан кітаптардың бірі, соңғы деп айтпай қойық, мына кезекті шыққан кітаптың бірі 4 дәруіш деген кітап шыққан. Алланың қалауымен 1-2 күнде оқып тастадық та. Өте жеңіл, 4-ші дәруіштің 5-шісі болып отырып бірге саяхаттағандай боласыз. Сіздерге насихат етеміз, мың сұрақпен қоса барлық отбасы хрестоматиясының кітаптарын түгендеп, үйде бәлкім бар да шығар, жаттап талған шығарсыздар. Енді естіп жатқандарымызға 4 дәруіш деген әмір құсырау, дехлеуи деп айтады. Жаңа сопылар ғой былай айтқанда. Әңгімесі өте тебірентерлік. Сол жерде жомарт болуға талпынып жүрген
біз сияқты өзімізше қатырдық деп жүрген кезде біз жомарттық ол махам екен, махам. Құдайға бара жолдағы махам. Ең бірінші махам тәубе махамы дейді. Өкініп деп. Ал жомарттық бұл махам екен. Сол ж әрпіне жетпедік ау әлі деп. 4 дәрвіштен кейін кәдімгідей ойланасың. Ойыңды қозғайды кәдімгідей. Тәңірісінің ең жақсы көретін пендесі кім дегенде жомарттар дейді ғой. Жомарттар. Жомарттар. Жаңағы Неге дейсің? Неге десең, Алланың өзі жомарт дейді Жомарт, ғой. иә. Өйткені Құран кәрімдегі Әл-Ақ сүресінде айтады ғой, сендерді жаратты Алла тағала, сендер білмегендеріңді үйретті, сен оқы, жаңағы аса ардақты жомарт жаратушының есімімен оқы дейді. Құранды да оқы, жаратылыстың кітабын да оқы, ең бірінші өзіңді оқы дейді. Өзімізді оқыңдар дейді. Жомарттық деген енді бір ұстайтын зат емес. Ұстайтын затқа ғана байланысты болмайды. Ол деген біреуге күліп қарау, біреуге уақытыңды бөлу, халын сұрау, оның барлығы жомарттық қой жаңағы. Жомарттықтың ішінде көп нәрсе кіреді. Жаңа Ортбасы хрестоматиясының басқа да кітаптарын айтып кетіп жатсыз ғой. Шынында да бұл кітаптар бір-бірімен шиеленіскен да, кәдімгідей. 1000 сұрақты оқып отырсаң, оны салт дәстүр сөйлейдің ішіне де кіріп кетесің. Мен неге оны айтып отырмын? Өйткені жаңа айтқандай отбасында баламен оқыған кезде салт дәстүр сөйлейдің ішіне де кіріп кетесің. Мынандай етуге болмайды, етуге ол неге дейсің? Ол неге екен салт дәстүр сөйлейдің ішіне іздеп кетесің. Неге ондай екен? Сосын ол әлдеден эпосқа дейін оқисың. Жаңа Шекер апай, Меруерт апайлар сияқты қиссасын айтып отырсаң, неге ондай болды? Сол мына 4-ші күнде ғой, неден бәділ болды деп айтатынымыз. Әрбір неге. Сол жақ, соны да мысалға әлдеден эпосқа дейін қиссасын, сосын қиссасыл әмбияға барып тағы да бір қиссасын. Былай қарапсың, бір кітапты оқытсаң, мына 1000 сұрақты оқимын деп отырсаң, сен ана салт дәстүрге да сөйлейдіге, әлдеден эпосқа дейін қиссасыл әмбияға да шарпке да бар. бәріне бүйтіп кіріп шығу керексің, бүйтіп бәрін араластырып отырып оқу керексің да. Сонда шынында да бір кешенді бір не сияқты, жиынтық кітаптар сияқты, иә? Біреумен ғана шектеп қоя алмайсың. Бәрін оқып отырасың, және шынында да бір-бірімен байланыс кетіп отырады. Жалпы бұл отбасы хрестоматиясының кітаптарымен Құдайдың қолдауымен 2018 жылдардан бері таныс болдым. Ол жерде Айнұр Бұлақбай деген біздің мұғалима өзі апайымыз бар. Бүкіл кітапты сол жерден тапсырыс берсеңіздер болады. Өзімше кәсіппен айналысып жүріп, жаңағы Айнұр апайымызға жақсылық жасау мақсатында біз кейде жақсылық жасап жатырмыз деп, өзімізге жақсылық жасап жатқанымызды білмейміз кейде. Содан карантин басталып кетті. 2018-де жаңа сары кітаптардың бірін қалдырмай, Астанадан Алматыға алдырам ғой. Содан ана ішіне кіріп, балқып, ла илаха илlallah, бесік жырын айтам ғой, бесік жырын. Аяққа тербетіп, содан көкеге, сенің ғана балаң нету керек пе? Есту керек пе? Мынаны баста ютубқа сал. Ең болмаса 10 бала тыңдар, ешкім тыңдамай қалса өз ұрпағың тыңдар, тауып алып, баяғыда әжеміз айтқан екен деп. Сол көрдіңіз ба? Біреуге жасайым деген жақсылықтың ниеті, берекесін Алла тағалам ары қарай өзі алып кетеді екен да. Иә. Қазір ол неде таралымда көп қой деймін, сенің даусыңмен. Алланың қалауымен. Мына қисса сүл әнбия, сияр шәріп, 1000 сұрақ, салт дәстүр сөйлейді, басқа да шығыстан алғына қызығатын оқырмандар үшін тағы да басқа кітаптары бар. Ол жерде балалықтан даналыққа деген мына қуыс кеуденің өзі не тұрады десеңізші. Керемет кітап. Сол біздің қуыс кеудемізді академиялық тілмен әдемілеп топшылап берген, соны толтыра қойыңдар деп, жаңа сіз айтпақшы, тандем қып, басқа кітаптармен біріктіріп, қисса сүл әнбия. Мына жерге былай жазыппыз да, 2019 жыл дейді. Дінді жұмсақ түсіндірді, түңілдірмеді, ғашық етті, асық етті, жан жақты ізденуге баспалдақ, ойлан, оқы, амал ет, саған Құдай жар болсын деп жазылған екен. Яғни улы уағыз жоқ та мына жерде. Улы уағыз бір рахаттанып жаның. Арғай өзіңізде мына халық естісе екен деген сұрақтардан жауап не етсеңіз. Мына жерде тағы да бір керемет сұрақ бар. Дүниедегі ең ақымақ, ең есерсоқ мақұлық қайсы дейді. Адам. 73-ші бет. Адам. Нешінші бет? 73-ші бет? 72. Иә, ол адам дейді. Мен соны оқығанда қатты таң қалдым. Иә, өзіміз қатты таң қалдым. Осы сұрақты жауабын оқымай тұрған кезде ол кім еді деп тұрамыз ғой тәкаппарлана ойланып, өзің екенін білмей қаласың. Негізі 1000 сұрақтың барлық сұрағы ол біреуге арналмаған, тек өзіңе ғана қаратасың. Адамға, өзің ғана байланысты деп айтады. Өзіңе ғана. Шын ғой, талқылап отқан кезде. Мен сондай емеспін ба деген. Қасиет деп отырасың ғой. Иә.
Тәңір енді осыны оқып берейінші. Себебі Тәңірі адамды өзіне халифа қылып жаратты. Адамның бәсі періштеден артық болды. Оған әлімсақта бүкіл періште сәжде етті. Адамның бәсі айуаннан да артық еді. Бүкіл аң құстың билігін қолына берді. Адамның бәсі іблістен де артық болды. Оны ілім сайысынан жеңді. Тәңірсі адамға жүрек ілімін берді. Ол 18.000 ғаламның құпиясын ашатын кілт еді. Сөйте тұра қапылдыққа ұрынып өзінің бәсін жоғалтты. Жүрек көзін ашып, ғаламның сырына қанық болудың орнына көкірек көзі бітеліп, кеудесіне хикмет емес дүние жинап, ақырында жанның да жансыздың да жауына айналды дейді. Керемет, те? Дүниедегі ең ақымақ, ең есірсоқ мақлұқ қайсы деген сұрақтың жауабы. Керемет. Расымен бәріміз өзімізге қаратамыз бұл сұрақты. Өзі еркектен жаралар, еркек одан таралар. Ол кім дейді? Ол Хауа ана. Адам атаның сол жақ қабырғасынан жаралды, Хауа анадан барша ұрпақ таралды. Жақсы. Ақындар айтады ғой, еркек жерден шыққан, еркек көктен түскен жоқ, ол әйелдің баласы. Әйел жерден шыққан жоқ, ол еркектің, еркек оның анасы деп. Сонда ер адам мен әйел адам бір-біріне тығыз байланысты, бір-бірімен бірінсіз бірі жоқ деген мағына ғой ол. Бірінсіз бірі жоқ. Адам атаны жаратқаннан кейін адам ата көңілсіз болып, одан кейін Хауанан жаратады ғой, қабырғасынан. Кейбір аңыздарда соны қабырғасынан жаратты дейді, кейбір аңыздарда Хауанан да топырақтан жаратты деп айтады ғой. Екеуінде олар Хауана да адам ғой, адам ата да адам, ал адамды Алла топырақтан жаратты. Сонда осындай аңыздар бар да. Егер бәрібір ұрпақ тарамаса еді, бірінсіз бірі. Сондықтан ол екеу егіз ғой, бұл дүниеде егіз заттар көп қой. Сол нағыз егіздің бірі сол ер адам мен әйел адам ғой. Енді жаңағы ғапылдықтан адам кеудесіне хикмет толтырудың орнына дүниенің затына байланып қалады ғой. Енді соған келесі сұрақ былай қойылады да, қатын деген не деп? Қатын деген не? Қатын деген не дейді? Ол енді қатын деген дүниенің қызыл жасыл рахаты мен алтын күміс жылтыраған есі кете жақсы көретін еркекті де әйелді де қатын дейді. Жаңағы жылтыраққа, осы дүниенің қызылды жасылды жылтырағына есі кеткен адамды айтады да, жаңағы қатын деп. Сонда дүниеге байланбау керек. Енді соны енді ары қарай кетеді да, қыз теке деп кімді айтады дейді. Қыз теке деп кімді айтады? Жұмадан қалмай, намазда аяғы талмай, қажылықтан қаржысын аямай, осыншама шаршап шалдығып, құлшылық қылғанда есілдерді тек жұмаққа кіріп, қор қызын құшу болса, онда еркек сыбақтарды қыз теке деп атайды екен дейді. Ал енді жаңағы нені дүниенің қызыл жасылына еліктейтін ер адамды қатын деп айтады ғой. Ал әйел адамды қатын деп айтады ғой. Енді осы жерде Мұқағали Мақатаевтың қатын деген сөзге анықтама бергенін білесіздер ма? Айтып едіңіз ғой. Айттым ба мен? Айтып беріңізші. Деген керемет, маған сол ұнады. Негізінде қатын деп айтса бір қатал сөз сияқты, немесе құлағыңа бір ерсі естіледі ғой. Сонда Мұқағали жаңа өзіне тоқтаған әйел адам, жаңағы көлік жүргізіп отырған әйел адамға қатын деп айтады ғой. Сол кезде анау шамданады ғой, неге қатын дейсіз, келіншек десең болмай ма деп. Сонда айтады ғой, сен қатын деген сөздің қадірін білмей жүр екенсің, түсінбей жүр екенсің. Қатын деген қадірлім, ардақтым, тынысым, ырысым, намысым дейді ғой. Сол кезде анау жүргізуші әйел айтады ғой, аға отырыңыз,
қатын болып жүре берейік деп. Оның әңгімесі көп, бірақ сол мен тек қана қатын деген сөзді ғана айтып отырмын ғой. Сонда негізінде сөзінде тұрмайтын ер адамдарды қатын екенсің деп айтады ғой. Ол әйел адамды төмендету емес, әйел адамдар кейде енді көп сөйлейді де сөзінде тұрмай кетеді ғой. Сонда ол теңеу ғой, теңеу. Сөзінде тұрмайтын ер адам жігіт емес, мүгіт деп айтады. Жігіт емес екенсің, ер адам екі сөйлемейді деген сияқты, мүгіт деп айтады. Сонда қазақтар мүгіт деген сөзге қатты намыстанған, қатын деген сөзге де қатты намыстанған. Ал енді ер адамның жұмысын істейтін әйел адамның өзінде ер екен, ер мінез екен деп айтады ғой. Нағыз ер деп кімді атайды дейді. Нағыз еркек екен, ер адам екен деп, еркектің жұмысын істеді деп айтады ғой. Ер екен. Сондайлар бар ғой, нағыз ер деп кімді айтады дейді. Нағыз ер деп Алланың дидарына ғашық болған әйелді де еркекті де айтамыз. Еркекті де айтады. Олар тозақтан қорқып құлшылық жасамайды, хор қызынан дәметіп зекет бермейді. Ерлер Алланың дидарына ғана ынтық боп ізгі амалын бұлдамастан, шаршамастан, ел жұртының табанының астына топырақ болып риясыз қызмет етеді дейді. Сонда әйел адамның өзін ер адам деп айтамыз. Сонда әйел адамды ер деп, ер адамды да әйел адамды да айтуға болады. Ал қатын деп әйел адамды да ер адамды да айтуға болады. Жағдай болып тұр ғой сонда. Мына дидар талап деген сөзді алғаш рет осы сары кітаптардан оқыдым. Айнұр Бұлақбай апайымыз айтып еді, сен сияр шәріпке тоясың ба қыз деп, өткенде алып кеткен сияқтың. Үйге қонақ келеді, сыйлыққа беріп, қонақ келеді, сыйлыққа беріп, қайтадан сияр шәріп беріп, бір кітаппен шығамын тек. Сияр шәріп. Жақсы ғой. Сияр шәріп бере ғой деп. Содан үйдегілерге айтамыз да, жаңағы үйге қонақ келген кезде Қисса Сүләмбиядан 10 штук алып қойыңыздаршы, 10 қонаққа қолтығына қыстырып жіберейік. Ең болмаса ол қонақ тікелей қадірін түсінбей тұрса да, үйінде біреу бар шығар, қызығып, ақтарып, шіркін ай деп баспалдақ боласың. Біреудің жаңа дидар талап болуына бір түйір баспалдақ болып жатсаң, білмеймін, бұдан не, одан артық не бақыт. Жүректің бальзамы дейді. Жаңағы жұмасына жетшелпек таратамыз жас келін кезімізде. Содан кәсіпке кеттік, блог жүрдік, анау семинардан уақыт жетпей жаңағы жүреміз. Содан жетшелпек уақытылы тарата алмай қаласың ғой. Іште айып сезім пайда болады. Бір Құдайдың алдында кінәлі сезім жаңағы. Содан оның орнын не істемекке керек? Содан кітаптарды сөмкенің ішіне салып аламын. Жұма күні 7 кітап салып аламын, бір майда-майда. Содан сөйлескен кезде көңілі қошың ашылып, бір ашылып тұрған қадірін біледі ау деген адамға қалтасын қыстырып бересің. Құдайдың 99 көркем есімі, жаңағы салауаттар жинағы, немесе Қисса Сүләмбия. Күшті екен. Жетшелпек тарата алмай қалдым деп өзімді айыпты сезім жүретін. Содан сөмкеге кітап салып жүріп, жұмасына бір рет тарат. Содан енді бүкіл дүниемді сарып етіп кітап тарата бастадым. Адамдардан сатып аламын да кітап таратып. Осы соңғы уақыттарда енді оны қой деді жүрек. Енді сен осындай оқыған адамдарды шақыр да, соған кеткен қаржыңды өстіп осындай подкасттарға сала тұр. Бәлкім шөлдеп отқан адам өзі іздеп келіп, мұн сұрақты мен де алайыншы, мұны апалар. Қисса Сүләмбияны мен де алайыншы дейтін адам іздеп келіп оқса, қадірін жетеді. Қадіріне жетеді. Жаңағыдай сыйлап жүрсең, сөреде бір шетінде қалып қоймасын. Қадірін білмеген адамда алтынның қадірін де білмейді. Алтын түгіл басқа. Түйеге жантақ керек болса, мойын созады дейді ғой. Сол сияқты әркім өзі ізденіп келген дұрыс екен. Шөлдеп кеп ішкен су татты ғой. Ал ана жаңа жетшелпек бұйыртып кеп таста, керек жоқ, жай әңгіме. Жетшелпек күн жұмыс сайын жетшелпек пісіретін әйелді білемін. 40-тан жаңадан асқан. Жұмада жетшелпек пісірмесем, маған аруақтар риза болмай тұрған сияқты болады дейді. Міндетті түрде жетшелпек пісіремін дейді. Жетшелпек пісірмей қалсам дейді, сол күні бір жерге шықсам жолым болмай қалады дейді. Сонда жаңағы міндетті түрде жетшелпек пісіреді да, оны неге қойып қояды, ол мен пісірдім, кім пісірді деп. Сонда ал менің бір көршім айтады, мен шелпек пісірген ғой. Жаңа содан кейін ана есікті қаққан, жетшелпектің не деп сөйтіп есікті ашпай қойыпты біреулер. Екінші есікті қаққан, керек жоқ бізге деп айтты. Өзімізде де бар, керек жоқ деп. Анау түсінбеген көршілер, біреу орыс, біреу қазақ қой, сондай түсінбеген да. Содан кейін маған келіп тұр да, жетшелпекті мен алдым, қабыл болсын деп. Сонда айтады, мен өте ұялып кеттім, бір жағынан қиналып кеттім, тарата алмағаныма дейді. Содан кейін дейді, жетшелпекті одан да мен жұмысыма апарам, қойып қоям дейді. Енді жегісі келген адам өзі жейді деп.
сол сияқты әр нәрсенің адам қадірін білу керек, не үшін екенін білу керек. Сонда ғана адам қадіріне жетеді. Бұл жерді қиып таста, иә. мынау жеті желпектің Пайдасы ма? жаңағы бірінші этажда Свет апай тұрады. Өзі ұлты орыс. Бірақ бірде-бір мысықты нансыз қалдырмайды, сусыз қалдырмайды. Әр көшедегі барлық жаңағы жан біткенге дән беріп жүреді. Сөйтіп есігінің алдында тұрмын. 18-де келінбіз. Бұл орыс қой, славян өкілі. Алар мекен, алмас деген пакет ұстап алған тұрмын. Бірақ та көкейге бер, Құдайдың құлы ғой деген нәрсе тұр. Иә. Сол үйден 15 жыл тұрып көштік қой, Астанаға қоныс аударып. Алланың 99 көркем есімі дегенді беріп кет дейді ана кісіге. И апаға, Свет апайға орыс, мынау бар орысшамды төгіп жаңағы. Беріп кеттің бе? Единый Бог дегенде сөйтсем, пусть сені Құдай панасында сақтасын деп қуанып 99 көркем есімді алып қалды. Өзі православтың несен церковынан қалмаймын дейді. Сол өткенде түсіме кіріпті, мысалы. Ол айтатын нәрсе емес па, бірақ айтайын дегенім бір рухани бәрібір байланыс бар да. Алла тағаламыз бәрібір де мейірім ғой. Иә. Ана деген мейірім, жаратушымыз мейірім. Кейде мен ойландыратын нәрсе, аналар шежіреде жоқ. Шежіреде жоқ. Бірақ ата мен баланы байланыстырып тұрған Бақи мен Пәнидің ортасындағы дәнекер екен. Аналар деген сондай бір көрінбейтін жаңағы Құдайдың бір сипатының көбірек шағылысы аналарда ма деп қабылдаймын да. Мейірім сипаты, иә. Сөйтіп, Меруерт апай, айтарыңыз болса тағы да көрерменге. Иә, мына жерде былай жазылады да, іштегі кір деп нені айтамыз дейді да. Соны оқып берейін, иә. Іштегі кір деп нені айтамыз? Іштегі кір бақталастық. Ұлық Алла адамды жаратқан соң періштелерге көрсетті. Олар адамды атақ құмар, мансап құмар, қан құмар деп қорсынып жаратпады. Сосын періште мен адам ата ілім сайысында күш сынасты. Жүрек көз ашылған адам ата бүкіл періштені шаң қаптырды. Олар адамның ақыл парасатына қайран қалды. Оны терең танымай жатып, бұл қан құмар надан болады деп сыртынан тон пішкендеріне қатты өкінді. Сосын оған иіліп сәжде жасалды. Сол сәтте Ібліс қана қасарысып тұрып алды. Тәңірдің мұның не деген сұрағына мен одан артықпын деп қасара түсті. Ол адамның бағын көре тұра өп-өтірік көрмеген бола қалды. Оның ақыл парасатына қасақана көзге ілмеді. Пенде пақырға Іблістің осы мінезі жұққанда өзінен ірі, шын, мықтымен бақталасады. Рухани ілімі өзінен артық болған момындарды күндейді. Оларды жабылып талауға пасықтарды үндейді дейді. Керемет, иә, осы. Кейбір кезде нелерде болады енді. Жаңағы комментарийді жазып атады ғой, неше түрлі қып ғалымдарды, жаңағы елге қызмет етіп жүрген адамдарды жаңағы тірсегінен тістеп, неше түрлі шайнап, неше түрлі жаман сөздер айтып, өздері бітіріп алған ештеңелері жоқ қой. Иә. Жаңағы Санжар ағамыз, Көрмалшылық қой ол бақталастық. Санжар ағамыздың мынадай әдемі сөз бар. Мына бір жаңағы қарындасымызбен ұзақ сапар ана жерде, мына елді мекенде біз насихаттап жүре алмаймыз дейді. Бірақ аналарымыздың дұға тілегі бізді аспанға да ұшыруы мүмкін дегендей, жаңағы онда біздің дұға тілек қабыл болатын болса, онда ғалымдарымызға, көкірек көзі ашылған ел алдында жүрген ағаларымызға Құдайдың нұры жаусын деп тілеп жүрейік енді мына жерде. Мына жерде түйін ретінде Алла тағала дейді, Құдай тағала. Жүректен басталды да подкастымыз, иә, мысалы. Алла тағала пендесінің жүрегіне күніне неше мәрте назар салады дейді. 360 рет. 360. Қалай? Сонда ол күнде қарайды деген сөз ғой. Алла мені еске алып жатырмын, адам пендем деп күнде қарайды деген сөз ғой. Мүмкін одан да көп қарауы мүмкін, біз білмейміз. Ал иә. Мұның бір бөлігін әзіз сипатымен, екінші бөлігін рахым сипатымен қарайды дейді. Ғажап. Содан кейін қағбадан да зор қағба бар. Ол не дегенде жаңа басында. Ол адамның көкірегіндегі қағба, Меккедегі қағбаны Ыбырайым ағаш пен тастан соққан, ал көкіректегі қағбаны Алла Тәңірі құдірет қолымен соққан дейді. Бүгін уақыты кеп қалды. Ағаларымызға, осы кітапты жазған ғалым бауырларымызға, барлық оқырмандарға да дұға тілеп жіберсеңіздер.
оқырманы көп болсын, халқымыздың көкірек көзі ашығылған, баяғы біз софылар мен сақылардың ұрпағы едік қой, екінің бірі тас лақтырсаң әулие ететін халықтың ұрпағы едік қой. Біздің қазақ деген ұғымды былай оқысақ та қазақ, былай оқысақ та қазақ. Ана деген ұғымды былай оқысақ та ана, былай оқысақ та ана. Мұсылман мен қазақ бүтін еді ғой. Сол себепті былай оқысаң да былай оқысаң да не деген бар ғой, сол 9 екен, иә, 9 сөз екен сол. Қазір енді жатқа айта алмаймын, бірақ негізінде сол 9 сөз екен. Сен айтып отырсың ғой жаңа Алла, ана, ата, сондай қазақ. Жоқ, сондай қазақ, сөйтсек 9 екен сондай сөз. Ал енді негізінде мынау отбасы хрестоматиясының кітабын талдап жатқаннан кейін біз отбасы хрестоматиясының ұжымына шығармашылық сәттілік тілейміз, оқырмандары көп болсын дейміз. Иә, жалпы жұмасына бір жақсының әңгімесін тыңдаңдар дейтін еді. Бүгін жұма өзі. Жұма келіміз кетпіз ғой, иә. Сіз анау Қызылордадан келіп отырсыз. Құдай риза болсын. Зор сауапты іс. Жаңа дүниені араластырмашы деген сөзіңіз жүрегімді төңкеріп кетті. Мен сізге қайтсем пайдалы болсам екен, бір материальный да бір пайда, чатқа қыздарды қосу керек пе, не істесем екен деп өзім маркетингтік жоп, мен іске асырғым келіп кетті ау деймін келе салып. Дүниені араластырмашы дегені мені қой Нұргүл деді ғой. Иә. Енді адамның көкірегін жаңа құндылыққа толтыру, адамның бағыт бағдарын дұрыстап беру, ол барлық адамзат үшін еңбек етіп жатқан ғалымдардың жаңағы міндеті дейді ғой. Сол біздің міне отбасы хрестоматиясының енді ғалымдар деп айтуға болады. Атақтар болмаса, олар атақты алғысты емейді ондай. Сондықтан сол біздің ғалымдарымыз аман болсын. Осы шығаратын кітаптары әлі көбейіп, шығаратын кітаптар көп қой, енді әлі жоспарларда көп екен, өткенді тыңдап отырсам. Сол кітаптар шығып, әрбір оқырманның жүрегіне бара берсін, жол тапсын. Енді сол өзіміздің сүйіп оқитын кітаптарымыз ғой, отбасы хрестоматиясының барлығы пайдалы. Өз немерелерімді дастархан басында айтады ғой, бос сөз, бос әңгіме айтпай, 10 минуттық дастархан басындағы әңгіме өмірлік сенің жол тауып береді ұрпағыңа дейді ғой. Сонда немерелермен отырып, жаңағы әлдеден эпосқа деген кітаптың ішіндегі әртүрлі жеміс жидектерді, сол дастархан басында қандай жеміс көрем, соларға тақпақ қып айтып берсем, олар айтып отырады маған. Соның барлығы көкірек көздерін ашуға ең бірінші алғашқы қадам деуге болады. Сондықтан бізге барлығын дайындап берген осындай жазушыларымыз аман болсын. Отбасы хрестоматиясының ұжымының еңбегі жана берсін. Оларға мен шығармашылық табыс тілеймін. Мұраттары асыл болсын. Жастар ұзақ, дендері сау болып, оқырмандары көп болсын. Содан кейін мен шәкәрімнің бір сөзі маған қатты ұнады негізінде. Айтады ғой, жаратылыстан ғибрат алсаң дейді, болар едің ой құмар дейді. Сонда жаратылыстың барлығынан ой теу керек екен ғой. Содан кейін ғибратты өмір сүру бүкіл біздің қазағымызға нәсіп болсын. Айтқаныңыз келсін. Ал Гүлнұр, замандасым сізден әу деп, беу деп. Әу деп, беу деп па? Шынында да отбасы хрестоматиясы ұжымына, ағаларымызға шығармашылық шабыт тілеймін. Ең бірінші денсаулық, дендері сау болсын сол кісілердің. Расында да барлығына еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін пайдалы оқулықтар шығарып жатыр. Мың сұрақ негізі олардың ойлап тапқан дүниесі болмаса да, сол кісілер жиып теріп қайтадан баспаса, Сияр Шәріпті, жаңағы Қыстасуламбия солар қайтадан баспаса, шынында да көп халық білместе едік сондай кітаптар кезінде болған екенді ата бабамызда. Сондықтан қаншама халықтың, қаншама қазақтың көзін ашып, қаншама ұрпақтың дұрыс жолға түсуіне, түзу жолмен жүруіне, отбасымен отырып шынында да талқылайтын бір әңгіме тауып бергеніне, соған мың алғыс, сол үшін шарықтай берсін. Әмин. Тек амандық тілейміз. 10 жыл алдыңғы уақытқа қарағанда, қазір қазақ қоғамында шүкір алға басу бар. Сең жүрді. Кітапқа деген қызығушылық. Кеше Қызылордадан келіп отырыз. Өзбекәлі атамызды, Қаныш Имантайұлын, Бейсен ағамыздың кітаптарын оқып, сол тұлғалар тағылымынан нәр алған ұрпақ
ең болмаса бір тамшы ұқсауға тырысады ғой. Осы отырысымызда осы Бейсен ағамыздың жоқтығын шамамыз келгенше шығайықшы деп шығып отырық қой. Әсер етіп отыр ғой, яғни. Иә. Сен ұрпаққа бір із қалдырайыншы, ең болмаса 10 адам көрсе де деген бір ниетің ғой. 10 адам, бір адамның өзі бір ғаламда. Сондай ниеттен шығып отырық қой. Бір ауыз сөз айтайын. Ал енді Нұргүл, өзіңе де көп рахмет. Айтыңыз. Сол кезде додаға қатысқан бір бала керемет бір әңгіме айтты. Содан ең мына кітаптар маған ұнады деді. 4 кітап оқыдым деді. 4 кітап оқыдым. Қуыс кеудені оқыдым бірінші. Сосын Өзбекәлі және Мәдени майдан, Қаныш және ғылыми майдан, Жұмабек және Жер майдан. Осы 4 кітапты оқыдым деді. И барлығын айтты. Сіздер енді ата-аналар тәрбиелейтін бір клуб ашыңыздаршы деді ғой. Ата-ананы тәрбиелейтін бе? Иә. Сонда ғана мен кейін жеке қалып сұрадым, неге солай айттың десем, мен мына кітаптарды оқып, сондай ой түйдедім. Осы кітаптар ұқсап ата-аналар осы адамдар сияқты жаңағы Өзбекәлі, Жұмабек, Қаныш атамыздай сондай аталар болса екен, сондай адамдар болса екен, біздің әкелем сонда соларға ұқсаса ғой, солар сияқты бізге әңгіме айтып отырса ғой деген, мен сондай болғанын қалаймын дейді жаңағы бала. Керемет екен. Таң қалдым. Яғни сен бұл жастардың мынау Бенджамин Франклин, мына Америка тақырыптан ертіқті, Американың құрылуында қазіргі алпауыт мемлекет. Бенджамин Франклин жақсы көрмейтін адам жоқ шығар, доллардың бетінде де тұр күлімсіреп. Сол кісінің өмір баянын оқып шыққан кезде халықты ағарту саласын бірінші негізге алған екен. Кітап оқитын, жаңа сіз айтпақшы, клубтар жасайды. Әр остановкада кітап, сіздің үйіңіздің сөресінен алып кетіп, кітап оқу мәдениетін қалай қалыптастырды, қылмыс азайды дейді. Шіләнде қалай оянды деген қылмыс азайды дейді. Содан мына Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атамызды оқып отырған кезде, шіркін-ай, мынау Қазақстан деген қазақ даласының мемлекет болып құрылуында, анау елдің пір қылып айтып жүрген Бенджаминдей біздің Қаныш атамыз мына қазаққа бір тұлға екен ғой, айдай тұлға екен ғой деген ой болған еді. Сол себепті мына Санжар ағамыз болсын, Санжар аға бастаған отбасы хрестоматиясының барлық шығармашылық ұжымына, үйдегі жеңгелерімізге барлығына мың алғыс, оқырман атынан алғыс ретінде. Енді Өзбекәлі атамыз бір талқы болатын подкаст, әр кітап бір талқы болатын подкаст. Негізі 1000 сұрақтың ол шамамыз келгенше талқыладық. Бірінші іс кем кетіс кетіп жатса, біз кәсіби маман емес, біз жай ақ жүрек тілекпен шыққан оқырманның ыстық ықыласы деп қабылдаңыздар. Өзіміз сияқтылар көрер. Өзіміз сияқты, иә? Дұрыс па? Әрине. Нұргүл, өзіңе рахмет. Мынау талқыны халыққа көрсетем деп бізді шақырып, біздің енді тарихшы емес, біз журналист емес, біз жай қарапайым оқырманбыз. Оқырман ретінде өзіміздің пікірімізді айттық. Артық кем болса, өзің де айып етпе. Оқырман үні сияқты ғой, бір оқырман үні сияқты. Осы жобаны жаңағы Жүсіп Зылиха қиссасында садақа зекетті неге берейік, кімге берейік деді ғой. Сол кезде Жүсіп даналығымен зекетті байлар ғалымдарға берсін деді. Олар да негізі пішен ақшаны табалар еді. Бірақ бар ғұмырын инемен құдық қазғандай қып, ілім ғылымға ағарту өмірін жаңа руханиятқа арнап отыр. Содан ана байлар кішкене ғылымды қолдап жіберсе, елдегі кедейшілік те, ұрлық та, зорлық, зомбылық та, күндестік те барлығы кетеді дейді ғой. Сол үшін мына жобаның жарыққа шығуына үлес қосып отырған кәсіпкерлер Мәдина Сапарғалиқызы және Бекзат Фазылбек ұлына осы жобаның жарыққа шығуына қаржыландырып отырған Оптым Студия KZ үлкен бір холдинг болсын, жаңағы мынандай кітаптардың басылып шығуына спонсор болатындай кәсіптеріңіз дөңгелей берсін. Тілегіміз рахмет. Декор Flowers деп арнайы белгілеп беріп кетеміз. Кәсіптеріңіз нәсіпті болсын. Қазақ кәсібі де, қазақ ғылым ілімі де, руханияты да бай бір кемел нұрлы мемлекетке айналайық деген аналық тілек бір.